Білім. Соломон патшаның нақыл сөздері кітабы 1 тарау Дәуіт ұлы Соломонның нақыл сөздері. Притчи Соломона, сына Давидова. Исраил патшасы даналық пен тәлімді ұғынып, ақылдылардың мәнін түсінгендерге. Мудрость и наставление и понять суть разумных изречений. Әділдік, әділеттілік және адалдық қарапайымдылық ережелерін үйрену үшін, оларға қосу үшін. Справедливости и честности. Простодушным, чтобы добавить им соображение. Оларға ой қосу, және жастар біліммен көрегендік үшін, дана адам естіп, білімін арттырады және. Да и мудрый, услышав, приумножит знания. Ақылды адам мысалдар мен аңыздарды, даналардың нақылдарын, және олардың қалай түсінуге болатынын біледі. Сказания и притчи, изречения мудрецов и их загадки. Жұмбақтарды иенің қорқуы білімнің бастауы, даналық пен тәлімді кім менсінбейді. Кто презирает мудрость и наставление, глупец. Ақмақ тыңда ол әкеңнің ақылын, және бұл сенің басыңа керемет тәж. И не отвергни материнского наказа. Это великолепный венец на главу твою. Алқа саған мойныңа ұлым, егер сені күнәкарлар азғырса барма, олар айтады бізбен бірге жүріп жасаймыз. Поманят тебя грешники, не ходи. Они скажут, пойдем с нами, устроим засаду. Қастандық кісі өлтіру жазықсыздың астында, біз оларды тірідей жұтып қойдық, қабір сияқты өліктердің қабірі. Мы как Шеол их живьем поглотим, целиком, как покойников могила. Әр түрлі байлыққа үйлерімізді толтырамыз, олжамен бірге бізбен бірге тастайсың, жеребе тең бөлісеміз. Вместе с нами бросать будешь жребий, поровну разделим добычу. Олжаны ұлым, олармен бірге барма, жолмен олардың жолына түсуден сақтан, өйткені олар зұлымдыққа қарай қашады. На их путь ступить остерегайся, потому что бегут они ко злу. Және қан төгуге асығады, мағынасы жоқ, торды лақтыру қалықтаған құстардың көзінше солай, және олар. Кидывать сеть на виду у порхающих птиц. Так и они аңдып тұрған тұзақта өздерін құртады, баскесердің соңы осындай өз басын салады даналық. Таков конец головореза, собственную голову он сложит. Премудрость на Көшеде айқайлайды, алаңдарда даусын көтереді, шулы тобырда шақырады, қала қақпасының жанында сөз сөйлейді қанша. В шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь. Сколько можно... Қарапайымдылыққа қатысты аңқаулықта өзінің ашкөздігін қандырады, ақмақты білуді жек көреді, менің сөгісіме бұрылыңыз. Глупцам ненавидеть знания. Обернитесь на мой упрек. Және мен сізге өз рухымды төгемін, және сізге сөзімді айтамын, мен шақырдым, ал сіз бұрылып кеттіңіз, қолымды создым, бірақ ешкім байқамайды сіз. А вы отвернулись. Протянула руку, но никто не замечает. Менің барлық кеңесімді қабылдамадыңыз, және менің сөзімді қабылдамадыңыз, ендеше мен сіздің қайғыңызға күлемін. И я над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас. Как буря придет к вам ужас, и беда как ураган. Музыка сонда шақырады мені, және жауап бермеймін, іздейтін болады, және таппайды ол үшін. Тогда позовут меня и не отвечу. Разыскивать будут и не найдут. За то, что вы Білімді жек көрді, және Құдай қорқынышын қабылдамады, менің кеңесімді қабылдамады, менің ақыл кеңесімді жек көрді, өздерінің жемістерін татады. Презрели все мои наставления, вкусят они плоды своих дел. Істерінің ниеттерімен тояды, өйткені аңғалдарды өз әдеттері өлтіреді, ақмақтарды оларды. Потому что простаков погубит своенравие, глупцов подведет их беспечность. Немқұрайлығы құртады, кім тыңдаса тыныш өмір сүреді, ешқандай қауіптен қорықпайды басы. Не страшась никакой беды. Глава 2. Екінші ұлым, егер сен менің сөздерімді қабылдасаң, және менің өсиеттерімді жаныңда сақтасаң, құлағыңды даналыққа тос, және жүрегіңді ақылға бұрсаң. Склонишь слух к мудрости и сердце обратишь к разуму. Егер сен танымды шақырсаң, және ақылға үндесең, егер оны күмістей қаласаң, және қазына іздегендей іздесең. Желать его как серебра и будешь искать словно клад. Сонда Құдайдан қорқуды ұғынасың, және Құдайды тануға ие боласың, өйткені жаратқан ие даналық береді, және оның аузынан білім мен ақыл шығады. Ол адал жандар үшін, жеңіс және мінсіз өмір сүретіндер үшін қалқан дайындады. Ол әділдік жолдарын сақтайды, және адал жандардың жолын қорғайды. Сонда әділеттілікті және барлық жақсы жолдардың туралығын ұғынасың, өйткені ол сенің жүрегіңе кіреді. Даналық және білім жаныңды тәптетеді, көрегендік сені қорғайды, ақыл сені құтқару үшін сақтайды. Жаман жолдан сөздері опасыз адамнан, қараңғылық жолмен жүру үшін тура жолдан таятындар зұлымдықтан қуанып. Жамандық пен азғындықтан ләззат алады, және қисық жолдармен өз ізімен айналады. Осылайша сен бөгде әйелден, тұрмыстағы әйелден сақтанасың.
Так убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее Оның нәзік сөзінен досын тастап кеткеннен жастығының және Құдайының өсиетін ұмытты. Өйткені оның үйі өлімге апаратын и тұзақ. завет Бога своего забыла. Ибо ее дом — смертельная ловушка. Оның жолы жер астындағы көлеңкелерге апарады. Кім оған кірсе, қайтып оралмайды және өмір жолына қайта баспайды. Сондықтан жүр. И уже не ступит на путь жизни. Поэтому ходи дорогой. Мейірімділердің жолы, әділдердің жолы ұста. Өйткені кім адал болса, жер бетінде өмір сүреді, және кім мінсіз болса, сонда қалады. Ал зұлым адам. И кто непорочен, останется на ней. А нечестивцев Жерді қабылдамады, және сенімсіздер жойылады. Ұлым, менің ілімімді ұмытпа, және менің бұйрығымды жүрегіңде сақта, өйткені. Глава 3. Сын мой, моего учения не забывай, и мой наказ сохрани в сердце. Бұл саған күндер мен жылдарды ұзартады. Сенің амандығыңды арттырады, сені сенім мен шындық тастамасын оларды ки. Да не покинут тебя вера и правда. Надень их как ожерелье. Мойныма алқа сияқты жүрегіңнің тақтасына жаз, және саған Құдайдан да, адамдардан да рахым мен құрмет болады иемізге бүкіл. От Бога и от людей. Господу доверься всем сердцем. Жүрегіңмен өз ақылыңа сенбе, қай жолмен жүрсең де иені танып біл, сонда ол сенің жолдарыңды қабыл алады. Познавай Господа, и выпрямит он твои стези. Өзіңді дана санама, иеден қорық, жамандықтан аулақ бол, бұл тәніңді сауықтырып, сүйектеріне күш береді. Будет целительно для твоего тела и прибавит силы костям твоим. Уделяй Господу Еге өз байлығыңнан және кез келген істің алғашқы жемістеріне. Сонда сенің қоймаларың молшылыққа толып, вильниге дейін толып кетеді. Переполнит давильни молодое Жас-шарап, вино. иенің ақылын, балам, қабылдамай, оның сөгісінен жиренбе. Мой не отвергай. От упреков его не отвращайся. Ведь Господь Әкесі асыл ұлын сүйгендей, даналық тапқан адам бақытты, ақылға жеткен адам жақсырақ. Счастлив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения. Лучше мудрость. Даналықты күмістен гөрі табу, өйткені ол алтыннан да қымбат, асыл тастардан да қымбат, ештеңе онымен тең келмейді, оның оң қолында ұзақ өмір бар, ал сол жағында байлық пен құрмет, оның жолдары қуаныш жолдарының бәрі. Аманса ол оған адал Йехова жерді аспанды негіздеді. А богатство и почет в левой. Дороги ее дороги радости, все ее пути благополучия. Ақылмен бекітті, оның біліммен түсінікпен көрегендік ашылды, және бұл сенің өмірің үшін болады, ол сенің алқан болады. Блажен, кто с ней не разлучен. Господь мудростью основал землю. Небеса утвердил. Сонда сенің жолың қауіпсіз болады, және аяғың сүрінбейді, ұйықтайсың. Разрезаются бездны, и облака источают росу. Сын, да не скроется это от тебя, и сохранишь благоразумие и прозорливость. И будет это жизнью для твоей души, и станет людская Қорқынышсыз ұйықтап қаласың, және ұйқы тәтті болады, кенеттен болатын апаттан қауіптенбе. Безопасна будет твоя дорога, и нога твоя не оступится. Ляжешь спать Апаттан не дайындап жатыр. заснешь, и сон будет сладок. Не бойся внезапного несчастья, погибели, что готовят нечестивцы. Ибо Господь... Оған опасы жағы сізге тұзаққа түсуге жол бермейді, заңды иесінен жақсылықты жасырмаңыз, егер сіздің құлада Не болсаңыз. скрывай добра от законного владельца, если это в твоей власти. Не говори... Жақынына барып айтпа, ертең келесің сосын беремін, егер бөлісетін нәрсе болса, сенім артатын адамға қарсы ештеңе ойламаймын. Чем поделиться. Не замышляй ничего против человека, который тебе... Сенімен оспандар чеф, ал әділдердің мекенін ол батасын береді үстіне. Тем, кто не причинил тебе зла. Не завидуй творящему насилие и не выбирай его дороги, ибо мерзок Господу коварный, а честные у него в доверии. Проклятие Господа на доме нечестивца, а жилище праведных он благословляет. Над насмешниками он... Мазақ еткіш ал момындарға рахмет ет, даналар даңққа ие болады, ал ақмақтар масқараға батады басы. Мудрые обретут славу, а глупцы погрязнут в позоре. Глава 4. Төртінші ұлдар әкесінің ақылын тыңдаңдар, ақыл жинаңдар, өйткені мен сендерді үйретемін. Внимайте, набирайтесь ума. Ведь я учу вас добру. Жақсылыққа менің өсиеттеріммен жүріңдер, менде әкем мен шешем болды, мен олар үшін сүйікті едім, міне әкесі қандай. Было я для них любимцем ненаглядным. Вот как отец поучал меня. Сохрани все... Жүрегіңді ақылға үйрет, менің сөздерімді сақта, өсиеттерімді орында, сонда өмір сүресің, даналықты сатып ал, білімге ие бол, ұмытпа және қабылдама. Не забывай и не отвергай того. Менің айтқанымды даналықтан кетпе, сонда ол сені сақтайды, оны сүй, сонда ол сені қорғайды. Люби ее, и она обережет тебя.
Дүниежүзілік чемпионатта даналықтың бастауы даналыққа ие болу үшін сен жинама ақыл ойды жина, даналықты бағала, сонда ол сені көтереді, мадақтайды. Оцени мудрость, и она вознесет тебя, прославит тебя. Егер сен оны құшақтасаң, саған жарқыраған тәж әкеледі, басына керемет гүл шоғын кигізеді. Ұлым, тыңдап менің сөздерімді қабылда және принесет тебе сияющий венец. Выслушай, сын, и прими мои слова. И продлят. Сенің өміріңнің жылдары ұзарады, даналық жолы бағыттайды, мен тура жолмен бағыттаймын, қадам шалыс баспайды, егер сен жүгірсең. Дорогой прямой. Пойдешь, не собьется шаг, и если побежишь, не споткнешься. Сүрініп кетпейді, оларды сақта, өйткені оларда сенің өмірің зұлымдардың жолына түспе, жолмен жүрме. Ибо в них твоя жизнь. На дорогу нечестивых не вступай, не следуй по пути злодеев. Зұлымдарды одан тайды, онымен жүрме, айналып өт, қасынан өтіп кет. Өйткені олар зұлымдық жасамаса, ұйықтай алмайды көздері. Ведь им не спится, если не сотворили злодейство. Глаз они... Егер біреуді құртпаса, көздерін жұмбайды. Өйткені олар зұлымдықпен нан жегендей қоректенеді, және зорлық-зомбылықты шарап ішкендей ішеді жол. И пьют насилие, как вино. Путь Тақуалардың жолы таңның ақ жарығындай күн келе жатқанда жарқырай түседі. Ал зұлымдардың жолы қараңғыда, және олар қайда сүрінетінін білмейді. Путь нечестивых во мраке, и неведомо им, где споткнуться. Ұлым, менің сөздеріме құлақ сал, менің сөзіме зейін қой. Ешқайда кетпесін. Моим будь внимателен. Да не ускользнут они от тебя. Оларды жүрегіңнің түбінде сақта, өйткені олар тапқан адам үшін өмір болады, тән үшін. Для того, кто обрел их, будут для плоти целительны. Енді өз жүрегіңді қазынадан да қатты сақта, өйткені ол өмірдің бастауы жалған сөздерден аулақ бол, аузыңнан айлакерлікті кетір. Отвергни лживые слова, лукавство от уст своих. Өздеріңді қуып жіберсін, көздерің тіке қарасын, көз қарасын алға бағытталсын, өз жолыңды салып және взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу. И все пути. Сенің барлық жолдарың қауіпсіз болсын, оңға да, солға да ауытқыма, жамандықтан бас тарт. 5-ші тарау. Ұлым, менің даналығымды тыңда, менің ойларыма үңіл, көрегендікке толу үшін. Білімің сенің аузың. Сақтасын, бөтен әйелдің аузынан мыдағып, оның сөздері майдай ағады. Қайғыға оранған қу семсердің жүзі ою аралдары етсу үшін. Исполнится прозорливости, чтобы знание твои уста хранили. Өлімге апаратын қадамдар шиоға бағытталған, ол өмір жолы туралы ойламайды. Іске етима сияқты білмейді, сондықтан мені тыңдаңдар де, және менің сөздерімді. Вернется она горечью полынной, лезвием меча обоюдоострого. Ее стопы спускаются к смерти. Қабылдамаңыз, оның босағасына жақындамаңыз, әйтпесе өз күшіңізді бөтен адамдарға, қатыгездікке жылдарды жұмсайсыз. Как зыбкие ее пути сама не знает. Так послушайте меня, дети. И слов моих не отвергайте. Теріске шығармаңыз. Держись от нее подальше. К порогу ее не приближайся, а не то потратишь на чужих свою силу, на безжалостных годы свои. Өз өмірің сенің күшіңмен қанығады, басқалар жат үйге кетеді. Сенің тырысуларың мен күрсінуің сен өміріңнің соңында қашан тәнің. Идут твои старания. И вздохнешь ты в конце своей жизни, когда плоть твоя увянет и иссохнет. Зачем пренебрегал я наставлениями, и упреки отвергало мое сердце? Зачем я учителей не слушал и наставникам не внимал? Еще шаг и меня опозорят. Солғанда барлық халықтың көзінше өз су қоймаңнан ішірпа өз. Пей из своего водоема, черпай из своего. Құдығыңнан неге сенің суларың көшелерде, ағып алаңдарға жайылуы керек, оларды өзіңе қалдыр, біреуге бөліспе, бөтендермен болсын. По площадям. Оставь их себе одному, не делись чужими. Да будет благословен. Сенің бастауың берекелі болсын, сенің жастығыңның жары қуанышқа бұғы, сүйікті ешкі сүйкімді оның емшегі бұны да қанағаттандырады. Лань любимая, козочка милая, ее грудь утолит тебя во всякое время. Оған деген махаббат сені үнемі мас қылады. Және неге балам бөтен әйелді құшақтауың керек, күйіндегі стан өйткені жаратқан иеге бәрі ашық. Чужой женой обнимать стан замужней. Ведь открыты Господу все пути. Адамның жолдары барлық адамдық жолдар, ол біледі, зұлым өз зұлымдығының торына түседі, өз күнәларына шатасады. Нечестивый попадет в сети зла своего, запутается в собственных грехах, погубит его өзін жояды сот басшысы. Избыток глупости с пути собьет. Глава 6. 6. Ұлым, егер сен біреуге кепіл болсаң, жат біреудің қолын берсең, өз сөзіңнен ұсталдың өзіңдікі. За чужого по руку дал, то на собственном слове ты попался. Собственным словом. Сөзіңмен тұтқынға түстің, не істесең де, ұлым құтыл, өйткені сен қазір біреудің билігіндесің, аяғына жығыл жалбарынба, артта қалма, қуып жібер. Чужой власти. Падай в ноги, умоляй, не отставай. Гони от себя. Өзіңнен ұйқы сый, қалай қарап ері қуғыннан қалай құс.
Спасайся, как газель от погони, как птица от ловца. Жалқауды ұстағыштарға құмырсқаға бар, одан ақыл үйрен, оның үстінде басшы да, ақсақалда, әмірші де жоқ, ал ол ұшып кетеді. Нет над ним ни вождя, ни старосты, ни правителя. А он с лета запасается. Азық-түлік қорын жинап, орақ кезінде қорын жинайды. Қанша жатуға болады? Жалқау сенің ұйқыңнан оянуың керек пе? Можно лежать, лентяй. Не пора ли от сна очнуться? Еще чуть поспишь, подремлешь. Қолыңды қосып отырасың, саған кедейлік келеді. Қаңғыбас сияқты мұқтаждық түседі. Ұры сияқты жаман мен зұлымның ерінен өтірік шығады. Нагрянет нужда, как грабитель. У негодяя и злодея ложь с уст не сходит. Ол көзін қысады, аяғымен топырлатады, күтпеген жерден және қайтымсыз алты нәрсені жек көреді. Пальцами знак подаст. В его сердце порок, в его мыслях зло. Раздоры он разжигает. За это нагрянет к нему беда. Погубит нежданно и безвозвратно. 6 вещей ненавидит Господь. Ем, ал жетіншісі оған жиіркенішті, өйткені өр көкірек көз, өтірік тіл, қолдар жүректі төгеді. Взгляд, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, что замышляет злодейство. Зұлымдық, жамандыққа асығы шүбілетін аяқтар, өтірікке толы жалған куәгер және ағайындар арасында араздық тудыратын адам. Ложью, и тот, кто сеет раздоры меж братьями. Балам, әкеңнің өсиетін сақта, және оларды әрдайым жүрегіңде сақта, мойныңа алқа сияқты тақ, жүрсең олар сені жетелейді. Носи их всегда в своем сердце, надень как ожерелье на шею. Пойдешь, они поведут тебя. Ұйықтап жатсаң, олар сені қорғайды, оянсаң, олар сенімен сөйлеседі, өйткені өсиет, шам, ілім, жарық, ал. Ибо заповедь светильник, учение свет. Қатаң тәлім, өмір жолы олар сені жаман әйелден, бөтен әйелдің арбау сөздерінен қорғайды, жүрегіңді мазалама. От льстивых речей чужой жены. Не тревожь свое сердце ее. Оның сұлулығымен, кірпіктерінің қағысымен тұтқын жасама, өйткені жезөкшелердің бағасы бір тілімнен ал бөтен әйел үшін сен төлейсің. Ломоть хлеба, а за чужую жену заплатишь жизнь. Өміріңмен отты қалтаға жасырып, киіміңді күйдірмеуге бола ма? Жанып жатқан көмірмен жүріп, аяғыңды күйдірмеуге бола ма? Сол сияқты. Біреудің әйеліне баратындар жазасыз қалмайды. Оған тиіскен адамды қатаң соттамайды. Ол аштан ұрлаған ұрыны. Не строго судят вора, что украл с голоду, чтобы... Тек тамақ үшін, бірақ бәрібір ұсталады, 7 есе өтейді. Барлық мүлкін береді, ақылы жетіспейді, зинақ ордайындайды. Имущество отдаст. Не достает ума прелюбодею. Ол өзінің өлімін соққылар мен масқараларды күтеді, және оны жуу мүмкін емес масқаралайды, өйткені қызғаныш күйеуін жағып жібереді, және ол аямайды. Несмываемый. Ибо ревность сжигает мужа, и он не пощадит в день. Күні маған ешқандай төлемге келіспейді, басты жұмсақпайды. Такой выкуп не смягчится, сколько ему не сули. Глава 7. Жетінші ұлым, менің сөздерімді және менің өсиеттерімді сақта. Сақта менің өсиеттерімді сақта, және сен өмір сүресің менің өсиетімді көздің қарашығындай сақта, оларды алып жүр. И будешь жить. Мой наказ береги, как зеницу ока. Носи их, как... Жүзік сияқты жүрек тақтасына жаз, даналыққа сенің әпкең және түсінік музыка. Скажи мудрости ты мне, сестра, и с разумением породнись. Так убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью. Как-то выглянул я в свое окно, посмотрел сквозь оконную решетку и увидел среди простаков, заметил среди молодых одного юнца неразумного. Он бродил по улице, где она живет. Күн батар кезде ымыртта, түн жамылғысымен, қараңғыда оның үйіне жақындады, ал оған жезөкше киіміндегі әйел қарсы шықты. Во тьме. А навстречу ему женщина в одежде блудницы. Айлакер жүрекпен, тынымсыз және дөрекі, және ол үйде отырмайды, ол көшеде, ол алаңдарда әр бұрышта аңдып жүреді. То она на улице, то на площадях, за каждым углом подстерегает. Ол оны ұстап алып сүйді, және ұятсыз түрде былай деді: мен бірінші ретті құрбандықтар әкелдім, мен бүгін антты орындадым. Я пиршественные жертвы принесла, я сегодня исполнила обеты. Сондықтан мен саған қарсы шықтым, сені іздедім, және таптым, төсек жапқыш төселдім, мен төсекке түрлі түсті Египет маталарын салдым. Постелила я на ложе цветные египетские ткани. Төсекті мира, алой және киномамен толтырдым, кел, таң атқанша еркелеуден толық ләззат алайық. Приди, натешимся ласками до утра, сполна насладимся любовью. Себебі күйеуінің махаббаты жоқ, ол алыс жолға аттанды зас. Он отправился в дальний путь, захватил кошель с деньгами,
не вернется домой до полнолуния. Толық ай оны көптеген айлашарғылармен азғырып, жұмсақ сөзмен арбап алды. Ол сонда союға апара жатқан бұқа секілді. Бұғы секілді оның артынан ілесіп И кетті. тотчас пошел он за нею, как бык идет на убой, как олень ступает. Бауырына жебе қадалған қақпанға түседі, құстарға ұшып кіреді, бірақ өмірмен төлейтінін білмейді. Как птица летит в селок, не зная, что поплатится жизнью. Міне, мені тыңдаңдар, менің сөздеріме құлақ салыңдар, жүрегім оның жолында емес. Внимайте моим словам. Да не свернет ваше сердце на ее дорогу. Не блуждайте по ее путям. Адасып жүргендер көп, оның құрбаны болғандар аз емес. Ол көп адамды құртты. Оның үйі Шеолға апаратын жол, өлім мекеніне апаратын жол. Дом — это путь в Шеол, дорога к обителям смерти. 8-ші тарау даналық деп оны шақырмай ма, ақылды дауыс емес пе? Не премудрость ли это зовет? Не ее ли разумный голос слышен? Төбенің үстінде естіледі, жолдың үстінде. Ол қала қақпасында тұр, қалаға кіре берісте шақырады. В пути она стоит. У ворот городских взывает, при входе в город восклицает. Сендерді шақырамын, адамдар менің адам баласына шақыруым, қарапайым аңғалдар, қырағылыққа үйреніңдер, ақымақтар, ақыл жинаңдар. Простаки, научитесь проницательности. Глупцы, наберитесь ума. Менің жоғары мәртебелі сөзімді тыңдаңдар, өйткені менің аузымда шындық бар, тілім ақиқатты айтады және өлшем. Истину вещает мой язык, и мерзко устам моим злым. Менің барлық сөздерім әділ, онда қулықта алдау да жоқ, олардың барлығы ақылды адам үшін ашық. В них не обмана. Все они для разумного открыты. Білім іздегендер үшін қолжетімді. Менің ақылымды күмістен жоғары бағалаңдар, білімді алтыннан жоғары бағалаңдар, өйткені даналық әдемірек. Знание выше червонного золота. Ибо мудрость прекраснее самоцель. Асыл тастардан онымен ештеңе салыстыруға келмейді. Мен данамын, және менімен бірге қырағылық, білім және көрегендік. Я премудрость, и со мною проницательность, знание и прозорливость я. Мен Құдайдан қорқуды таптым. Бұл зұлымдықты жек көру, менмендік пен тәкаппарлық зұлымдық жолы. Гордость и заносчивость путь зла. Және өтірікші аузымен жек көремін. Менде кеңес бар, менде жетістік бар, мен ақылмын, және менімен бірге күш бар, мен арқылы патшалар мен билеушілер патшалық етеді. Я разум, и со мною сила. Мною царствуют цари и властители установлены. Әділдікті орнатады мен арқылы көсемдер князьдер, және жердің барлық төрешілері үкім шығарады. Мені кім жақсы көрсе, мен де оны жақсы көремін, және кім іздесе. Кто любит меня, того и я люблю. И кто ищет меня. Мені табады байлық пен даңқ, менімен бірге тоқтаусыз өркендеу, және шындық алтыннан жақсырақ менің жемістерім мен қымбаттым. Процветание и правда. Лучше золота червонного мои плоды. Я ценнее чистого. Таза күмістен гөрі мен әділдік жолмен жүремін, әділдік соқпағымен мені жақсы көретіндерді. По стезям справедливости, чтобы любящих меня наградить. Лайықты марапаттау үшін, және Құдай менің өз жолының бастауы етті барлық істерінен бұрын ертеден мен. Господь сделал меня началом пути своего, прежде всех своих деяний, издревле. Я возник. Заманнан басталған әлемнің негізі қаланған кезден бастап, алғашқы тұңғиық пен бұлақтардан бұрын пайда болдым. Міне, мен тағы пайда болдым. Прежде первозданной бездны и источников вот я появилась. Еще не было. Таулар мен төбелер салынбаған, мен пайда болған кезде, ол жердің кеңістігін, жер топырағының алғашқы уысын жаратпады. Создал он тогда земных просторов и первой горсти земного праха. Ол аспанды бекіткенде мен сонда болдым. Ол тұңғиықтың бетінде шеңбер сызғанда, ол жоғарыда бұлтты шығарғанда қашан. На поверхности бездны, когда он водружал облака наверху, когда укреплял. Тұңғиық бұлақтарын айтқанда, ол теңізге сулар басып кірмейтін шек қойғанда қашан орнатқан. Предел, которого не приступят воды, когда устанавливал основы. Жердің негізін қалағанда мен оның жанында құрылысшы болдым. Күнделікті шаттық болды. Оның алдында қуандым. Была ежедневным ликованием. Веселилась пред ним непрестанно. Жер бетіндегі әлемге тоқтаусыз қуанып, адам баласына шаттанды. Енді мені тыңдаңдар. О сынах человеческих. А теперь послушайте меня, дети. Балалар, бақытты болған кім менің жолымды ұстанады, ақыл кеңесті тыңдап, дана болыңдар, оны қабылдамаңдар, бақытты болған кім мені тыңдайды. Мудры, не отвергайте его. Блажен, кто слушает меня. У порога. Менің табалдырығымда күндізде, түнде де менің есігімнен көз алмайды, кім мені тапса өмірді тапқаны және ие болғаны. Кто обрел меня, обрел жизнь и снискал благодать. Жаратушының ықыласы, ал кім маған қарсы болса, өзін өзі құртады, мені жек көру деген сүйгені. Себя губит. Ненавидеть меня значит любить смерть. 9-шы тараудың өлімі, даналық өзіне үй салды, 7 бағана орнатты, ет дайындады. Премудрость построила себе дом, 7 столпов поставила тесаных, приготовила мясо. Және ащы шараптарды ылғал жапты, қала биігінен баршаға естірді.
и послала служанок возглашать с высот городских во всеуслышание. Простаки маған ақмақ болып көрініңіз, деді ол. Келіңіздер, менің тағамдарымды жеңіздер, менің ащы шараптарымды ішіңіздер. Приходите, ешьте мои яства, пейте пряные мои вина, распрощайтесь с невежеством и будете идти путем разума. Поправишь наглеца, не миновать оскорбления. Упрекнешь нечестивца, лишь Қоштастық нахалға кінә артпа, они сені жек көреді, ақылдыға кінә артсаң ол сені. А не то возненавидит тебя. Упрекай мудреца, и он тебя полюбит. Жақсы көреді дананы тәлімдесең, одан да дана болады, әділді үйретсең, одан да ақылды болады. Научи праведного, еще разумнее будет. Құдайдан қорқады, міне оның даналығының бастауы, оның қасиеттілігін білу, міне ақылды чымда. Его святость познавать, вот в чем разум. Со мной премудростью Сенің күндерің ұзарады, және өмір жылдары көбейеді. Егер сен дана болсаң, сенің даналығың саған қызмет етеді. Егер сен ақмақ болсаң, өзің зардап шегесің. Служит тебе. Если нагл, сам же и пострадаешь. Ақмақ әйел дөрекі үйінің есігі алдында бар қаланың көзінше тақта отырғандай бәрін шақыру үшін. Восседает у дверей своего дома, как на троне, на виду всего города, чтобы звать всех проходящих. Жолмен өтіп бара жатқандар, өз жолмен кетіп бара жатқандар, аңқаулар маған жүгініңдер, ақмақ дейді ол, ұрланған су тәттірек. Обратитесь ко мне. Несмышленому она говорит. Краденая вода слаще. Ұрланғаннан дәмдірек, ал сен оның көлеңкеге шақыратынын білмейсің бе, оның қонақтары түпсіз тұңғиықта. Зовут его к теням, что гости ее в глубинах Шеола. Шеола 10-шы тарау Сүлейменнің ақылы, ақылды ұл әкесінің қуанышы ал. Изречение Соломона. Мудрый сын на радость отцу, а сын... Ол анаға қайғы, әділетсіз байлықта пайда жоқ, ал әділді құтқарады. Рока нет в неправедном богатстве, а праведность спасает от смерти. Өлімнен жаратқан ие әділ адамды аштықтан қалдырмайды, бірақ қабыл алмайды зұлымдардың аузы, зорлық-зомбылықты жасырады туралы естелік. Нечестивца. От ленивых рук разорение, а от прилежных богатство. Кто потрудится летом, молодец, а кто жатву проспит, тому позор. Благословениями праведник увенчан, а уста нечестивых таят насилие. Память о праведнике... Әділеттілер баталы, бірақ зұлымның есімі де жоғалып кетеді, дананың жүрегінде өсиеттер сақталады, ал ақмақтың аузы жеткізеді. Сердце мудреца хранятся заповеди, а уста глупца доведут до беды. Қасіретке кім түзу жолмен жүрсе, сол тыныш, ал кім бұралаңдаса, сол түсетте кінәға көзді ашып жұмғанша реніш тудырмайды, ал ақмақтың аузы. Перемигивание вызовут обиду, а уста глупца доведут... Қасіретке жеткізеді, әділетінің аузы туған, ал зұлымдардың аузы зорлық-зомбылықты жасырады, жек көрушілік жанжалдарды өршітеді, ал махаббат барлық нәрсені жабады. Ненависть раздоры раздувает, а любовь загладит все грехи. Күнәләрді ақылдылардың аузында даналық тұрады, ал ақмақтардың арқасы үшін шыбық табылады, даналар танымды сақтайды, ал сөздер. Найдется розга. Мудрецы берегут познание, а речи глупца... Ақмақ күйреуге әкеледі, бай үшін жеткіліктілік қамал сияқты, ал кедейлер үшін жоқшылық күл үйіндісі сияқты еңбектер. А для бедных нищета, как пепелище. Труды праведного ради Өмір үшін, бірақ тірде емес, күнә үшін өмір жолы осылай деп үйретуге болмайды. Ал егер сен ескертулерді елемесең, адасып кетесің. Вот путь жизни. А если пренебрегаешь упреками, заблудишься. Өтірік ауыздар өшпенділікті жасырады, өсек тарататын. Ақмақ көп сөйлегенде күнәдан құтыла алмайсың, ал кім аз сөйлесе сол. При многословии не миновать греха, а кто скуп на слова, тот разумен. Әділ адамның тілі таңдаулы күмістей тұрады, зұлымның жүрегі өзінікі. Серебро. А много ли стоит сердце нечестивца? Слова праведного оберегают многих, а глупцов губит собственная дурость. Ақмақтық жаратқаның батасы сені байтады, сен онымен қайғы білмейсің, ақмақ зұлымдықты жақсы көреді. Ал горе знать уже не будешь. Глупца радует пакость, а проницательность... Қырағы даналық зұлымдардың қорқынышы орындалады, ал әділдердің қалауы орындалады, дауыл өтетпе жоқ. И желание праведных исполнится. Буря пройдет, и нет нечестивца. Бірақ әділ адам мәңгілікке берік, ауыздағы сірке суындай, көздегі түтін сияқты, жалқау да онымен бірге. Так и лодырь для того, кто с ним связался. Байланысқа шықты, кім иемізден қорқады, ұзақ жасайды, бірақ зұлымдардың жылдары сауаптылардың үміті қуанышты, бірақ есептелді. Сочтены. Радостны упования праведных, но погиб... Арамзалардың үміті жойылады, иеміздің жолы мінсіздік үшін, баспана ал зұлым үшін, қорқыныш мәңгілікке шайқалмайды. Прибежище, а для злодея ужас.
Непоколебим вовеки праведник. Әділ адам ал жер бетінде зұлымдар ұсталмайды. Әділ адамның аузынан даналық тарайды, ал зиянды тіл кесіледі. Праведника источают мудрость, а зловредный язык будет отрезан. Әділ адамның еріне пайдалы нәрсе белгілі, ал зұлымдардың еріне зиянды. 11-ші тарау. Зловредные. Глава 11. Өтірік таразылар өлшемі иемізге алып, дұрыс кіртастары оған ұнамды дөрекіліктен кейін масқаралық келеді, ал кішіпейілділіктен кейін келеді. За дерзостью по пятам идет позор, а за смирением следует мудрость. Даналық еруші ал опасыз өз қалауының жібегінде бірге зұлыммен өледі оның. А вероломных губит их коварство. Не поможет богатство в день гнева, но праведность избавит от смерти. Праведность и непорочность ведут прямой дорогой, а нечестивец падает в своем злодействе. Праведность спасает прямодушных, а вероломные в селках своих желаний. Вместе с нечестивцем умрет его надежда. Арам пиғылда адамдардың үміті жойылады, әділ адам қауіптен құтылады, ал зұлым оған түседі. Праведник избежит беды, а попадет в нее нечестивец. Құдайсыздардың аузы жақындарын құртады, ал әділдерді білім құтқарады. Әділ адам жақсы және қуанады. Хорошо праведнику и радуется город. Қала зұлымдықтан жойылады, ал қала адалдардың батасымен салынады. Благословениями честных возводится город. Ал әділетсіз адамның сөздерімен құлайды. Ақмақ намыссыз жақынын қорлайды, ал кім түсінеді? Глупец бесчестит ближнего, а кто понимает, промолчит. Үндемейді, өсекші біреудің құпиясын ашады, ал сенімді адам тіпті сөзбен де қауіптен құтыла алмайсың, бірақ кім асықпайды. И словом не обмолвится. Без наставления народ погибнет, а если советников достаточно, спасется. Дав поруку за чужого, не минуешь беды. Но кто не спешит ручаться, кепіл болудан аулақ болады. Ол әйел момыны сүйкімді даңққа ие болады, ал билеушілер байлық жинайды. Обретает славу, а властители стяжают богатство. Мейірімді адам өзіне пайда келеді, ал қатыгез адам басына қайғы шақырады, зұлымның сыйлығы алдамшы, ал кімге? Награда злодею обманчива, а тому, кто сеет ақиқат себетін адамға сыйлық, ақиқат әділдік, бұл өмір, ал кім зұлымдықты қуса, сол. Это жизнь, а кто гонится за злом, стремится к смерти. Өлімге ұмтылады жаратқан иеге қисық адамдар жиіркенішті, және течей жолы жағымды сенімді бол, зұлым ақталмайды, бірақ тек әділ адамдардың тұғымы. Уверен, злодею не оправдаться. Аман қалады шошқаның тұмсығындағы алтын сақина, бұл әйелдің сұлулығы. Кольцов с вином рыли, то и краса женщины безрассудной. Ақылсыз әділ адамдардың үміті жақсылыққа айналады, ал зұлымдардың үміті Құдайдың қаһарына айналады, біреу береді, бірақ оның көбейеді, ал гневом Божьим. Один раздает, и у него прибавляется, а другой екіншісі сараңдық істейді, бірақ оған жетіспейді. Кім жомарт болса, сол тоқ болады. Кім басқаға ішуге берсе, шөлдемейді кім. В достатке. Кто дал другому пить, не будет жаждать. Кто припрячет зерно, того проклянут, но благословен будет продающий. Кто ищет добра, найдет благоволение, а кто стремится к злу, на себя его накличет. Кім өз байлығына сенсе, құлайды, ал әділ адамдар жасыл ағаштай болады. Кім үйіне қайға келсе, сол адамның тағдыры. Кто на свой дом навлекает беду, тому удел ветер. Жел және ақмақ ақылдының қызметшісі болады. Әділдіктің жемісінен өмір ағашы өседі, және дана адамдардың жүрегін жаулайды. Егер вырастает древо жизни, и мудрец покоряет сердца людей. Если әділ адамға жер бетінде қайтарым болса, онда тіпті 12-ші тарауда грешнику и подавно. Глава 12. Кім білімді жақсы көрсе, тәлімді де жақсы көреді, ал кім сөгісті қабылдамаса, ақылы кем. Жақсы адам еміздің ықыласына ие болады. Добрый обретает у Господа благоволение, а коварный арам ойлы адамды зұлым тағдыр күтеді. Зұлым адам жер бетінде тұра алмайды, ал әділ адамдар жойылмайды. Не устоять, а праведники неискоренимы. Лайықты әйел жұбайы үшін тәж, ал ұятсыздар сүйектегі шірік сияқты. Әділ адам былай ойлайды. Словно гниль в костях. Праведник помышляет о справедливости. Әділдікті ал зұлым сөздері үшін қастандық жасайды зұлым сөздері. За словами нечестивца жажда крови, а правдивые речи спасительны. Құтқарушы құлады зұлым, және ол жоқ, ал әділ адамның үйі тұрады, ақылды сөз адамды дәріптейді. Праведника устоит. Речь разумная прославит человека,
Ал азғын ойлар бұзақылық жақсы қарапайымдылықта, және өзіңе өзің қызметші болғаның жақсы тәкаппарлықпен, иянансызда. Самому себе слугой, чем со спесью да без крошки хлеба. Нан әділ адам және малды аяйды, бірақ мейірімсіз зұлым қатыгездіктен де жаман кім? Милость нечестивца хуже жестокости. Кто возделывает землю, будет сыт, а глупец за пустотой гоняется. Нечестивец изощряется в коварстве, но корень праведных дает побеги. Нечестивец в лживых... Тірі сөздерде шатасады, ал әділ адам қатерден құтылады, адам қаталдау ғасырдың шыншыл ал жалған сөздер. Человек пожнет добрый плод своих речей, возвратятся труды к нему наградой. Глупец считает свой путь правильным, а мудрый прислушивается к советам. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. Слова честного человека правдивы, а слова лжесвидетелей... Куәгердің қулық сөздері пышақ сияқты жаралауы мүмкін, ал даналардың сөздері. Ранить как меч, а слова мудрецов исцеляют. Шынайы сөздер емдейді, мәңгі қалады, өтірік тіл ұзаққа бармайды, зұлымдықтың жүрегінде зұлымдық бар, ал. Недолговечен. У злокозненных на сердце коварство, а у бітімгершілер қуанышы әділ адамға қайғы келмейді, ал зұлымдарды зұлымдық басып кетеді, өтірік ауыз мыналар үшін жиіркенішті. А нечестивых зло переполняет. Лживые уста — мерзость для Господа. Еміз оған адал әрекет ететін адам жарайды, парасатты білімін жасырады, ал ақмақтар ақмақтығын көрсетеді. Проницательный таит свое знание, а глупцы выставляют свою дурь на показ. Еңбекқор қол билік жүргізеді, жалқау қол жазасын тартады, уайым жүректі қажытады. Беспокойство изнуряет сердце человека. Адамның жаны ал жақсы сөз көңілдетеді, әділ адам жақынына жол көрсетеді, ал сен зұлымның соқпағында адасасың. Путь ближнему, а на стезях нечестивцев заблудишься. Ол жаны көрмейсің, ал еңбекқорда байлық пен молшылық ақиқат жолы өмірге, ал қисық жолдар. И достаток. Стезя правды к жизни, а кривые пути к смерти. Өлімі 13-ші тарау ақылды ұл әкесінің өсиетін тыңдайды, ал надан сөгісті құлағына ілмейді, адам татады. Сына от отцовских наставлений, а наглец упреков не слышит. Человек вкусит добрый... Аузынан шыққан сөздің жақсы жемісін, ал қулар зорлықпен күн көреді, кім өз аузын сақтаса, жанын сақтайды, ал кім тіліне ие болмаса, өзін. Жизнь сбережет, а кто не сдержан на язык, себя погубит. Құртады жалқау бәрін күтеді, бірақ күткеніне жетпейді, ал еңбекқор тояды, әділ адам кез келген өтірікті жек көреді. Ненавидит праведник любую ложь. Ал зұлым масқара болады, әділдік жолды тура көрсетеді, ал зұлымды күнәһарды жолдан тайдырады. Праведность выведет на прямую дорогу, а нечестие грешника с пути собьет. Біреу ештеңесі жоқ бола тұра, баймын деп көрінеді, ал басқа біреу бай бола тұра, кедеймін дейді байлық адамның. Немалым бедняком. Богатство сохранит человеку жизнь. Жанын сақтайды, ал кедей сөгіс естімейді, әділдердің нұры шаттықпен жанады, ал зұлымдардың шырағы сөнеді. Свет праведных радостно горит, а светильник нечестивых гаснет. Менмендік тек қана жанжал тудырады, ал кеңес бар жерде даналық та бар, шатасқан байлық нәсіл, ал собырдың тапсырмасы. Рассеется, а по крупице собранное приумножится. Жүрекке ауырлық салат, ал орындалған тілек өмір ағашы кім айтылған. А исполненное желание древо жизни. Кто сказанным пренебрежет, себя погубит. Менсінбеді, ал кім өсиетті құрметтесе, марапат алады. Дананың ілімі өмір бұлағы, ол өлім ауларынан сақтайды. Учение мудреца — источник жизни. Оно сберегает от сетей смерти. Сау ақыл мейірімділікке бөлейді, ал қулық жолы жойылуға апарады. Алғыр ақылмен әрекет етеді, ал ақымақ өз ақымақтығын. Проницательный действует с умом, а глупец свою дурь выказывает. Көрсетеді жаман хабаршыға жақсылық жоқ, ал сенімді жаршы ем әкеледі санамай және масқара кімге. Несет исцеление. Нищета и бесчестие тому, кто ответ. Насихатты қабылдамады, ал кім тәлімді қабылдаса, құрмет көрсетіледі, тілектердің орындалуы жанға рахат береді. Ақымақ үшін одан жаман ештеңе жоқ. Услаждает душу. Хуже нет для глупца, чем раз. Жамандықпен қоштас, ақылдылармен аралассаң ақылды боласың, ал ақымақтармен жүрсең бәледен құтылмайсың, күнәһардың артынан бәле жүреді. С глупыми не минуешь беды. За грешником ходит беда, а праведник... Әділ адамға жақсылық қайтарылады, лайықтың байлығы балалары мен немерелеріне жетеді, ал күнәһарды әділ адам басады. Детям и внукам, а что нажил грешник, праведнику достанется. Мүмкін кедейдің өнімі мол шығар, бірақ оның заңсыздығын ұрлап кетеді, кімді аяйды тоя жейді, ал зұлымдардың ішінде. Его похитит. Кому жалко розгу, не жалко сына, а кто сына любит,
не забудет вразумить. Праведник ест досыта, а в животе у нечестивых пусто. Бос 14-ші тарау ақылды, әйел үй салады, ал ақмақ әйел оны өзі қиратады. Мудрая женщина возводит дом, а женщина глупая сама его рушит. Кто боится... Жаратқаннан қорқады, тура жүреді, ал кім оны жек көреді, бұраңдайды тәкаппардың сөздері, ол үшін қамшы алданалардың сөздері қорған. Болтовня гордеца — это плеть для него, а речи мудрецов — защита для него. Олар үшін өгіз жоқ, қоймада бос ал күшті бұқаларда өнім мол, адал куәгер алдамайды, ал арам ниетті. В быках урожай обилен. Верный свидетель не обманет, а нечестный свидетель... Куәгер өтірік айтады, ақмақ даналық іздейді, бірақ табылмайды, ал ақылды адамға оңай беріледі. Сыщет, а разумному легко дается знание. Білім ақмақтан аулақ бол, одан ақылды сөздер күтпе, даналық өзінің түсінігінде қырағы. От него не дождешься. Мудрость прозорливого в понимании своего пути. Жолдары, ал ақмақтар өз өтіріктерінде, ақмақтар құтқарушыға күледі. Глупцы смеются над искупительными жертвами, но благоволение Господне с честными. Тек адамның жүрегі ғана оның қайғысы мен қуанышын біледі, оны басқалар бөлісе алмайды, зұлымдардың үйі. Его другим не разделить. Дому нечестивых разрушений. Қирау, адал шатырдың гүлденуі басқа жол тура болып көрінеді, бірақ ақыр соңында өлімге әкеледі. Прямой путь и кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Бывает, Қуаныштан кейін қайғы келеді, азғын не істесе, соны алады, ал жақсы адамға. Радостью настанет печаль. К чему шел порочный, то он и получит. А хорошему человеку... Адамға еңбек үшін қайтарылады, аңқау әр сөзге сенеді сақ әрбір. Легковерный всякому слову доверится, осмотрительный перед каждым шагом. Қадам алдында ойланады, дана қорқады, және зұлымдықтан аулақ болады, ал ақмақ бұзады, ештеңе істемейді. Глупец буянит, ничего не боится. Кто скор на гнев... Өйткені кім қу болса, соны жек көреді, аңғалдардың тағдыры, ақмақты өткірлердің тәжі. Удел простаков глупость, венец проницательных знания. Білім зұлымдар жақсы адамдардың алдында иіледі, және зұлым ойлайды, жолдан адасады. И нечестивцы перед воротами праведника. Бедняком даже сосед гнушается, зато богача любят многие. Кто презирает соседа, грешит, но блажен, кто заботится о несчастных. Кто зло замышляет, собьется с пути. Сені мен шындық жақсылық жасаған адаммен бірге табанды еңбектен әрқашан пайда болады, бос сөзден тек мұқтаждық даналардың тәжі олардың. От пустословия лишь нужда. Венец мудрецов их богатство. Байлығы ақмақтардың сәні, олардың ақмақтығы, адал куәгер өмірді сақтайды, ал қу өтірік айтады, тәңірден қорқу. Спасает жизни, а коварный дышит ложью. Страх Господень надежный. Сенімді қорғау сен және сенің балаларың үшін пана, Құдайдан қорқу тіршілік көзі ол. Своим детям. Страх Господень — источник жизни. Он сберегает... Өлімнің торынан сақтайды патша, ұлы қарамағындағылар көп болғанда, ал халық азайса қырылады. Подданных много, а редеет народ, погибает владыка. Еміз ашуға асықпайтын адам ақылды, ал ашуланшақ ақмақтығын көрсетеді, жүрек тыныш болса, дене сауал. Сердце спокойно, тело здорово. Көре алмаушылық пен қызғаныш сүйік үшін шірік кедейлерді қысатын, олардың жаратушысын қорлайды, ал кім жоқ жітіктерге қамқорлық жасайды. Оскорбляет их Творца, но кто заботится о нищих, оның зұлымдығын дәріптейді, ал әділ адамды оның мінсіздігі қорғайды, даналық өмір сүреді. А праведника защитит его непорочность. Премудрость живет в разумном. Ақылды жүректе және ақмақтар арасында ол көрінеді. Әділдік ұлы халық, ал күнә оны әлсіретеді, патша жақсылық жасайды. Велик народ, а грех подтачивает его. Царь благоволит разумному. Ақылды құлға және оның істері ұятты болғанға ашуланады, жұмсақ жауап қайтарады. Дела постыдны. Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев. Ашу-ашуды тудырады, даналар тілі білім таратады, ал ақмақтар аузынан тек ақмақтық. Язык мудрецов распространяет знания, а от уст глупцов лишь дурость исходит. Шығады, жаратушының көздері бәрін көреді, зұлымдарға да, жақсыларға да қарайды. Тыныштандыратын сөз өмір ағашы, ал өтірік сөз сокрушает. Говорящая речь древо жизни, а речь обманчивая сокрушает дух. Рух ақмақ әкесінің ақылын күлпетеді, бірақ кім кінәні тыңдаса, сол ақылды болады. Әділ адамның үйінде көп нәрсе бар. В доме праведника много сокровищ. Залымдар қазына жинайды, ал зұлымдар білім таратады, бірақ солай істемейді. Уста мудрецов распространяют знания, но не так поступают глупцы.
Ақмақтар жаратқан иеге жиіркенішті зұлымдардың құрбандары, ал адал адамдардың дұғалары оған ұнамды. Жаратқан иеге зұлымдардың жолы жиіркенішті, ал әділдікті іздейтін адам. Путь нечестивца, а того, кто ищет праведность, он любит. Оған ұнайды жолдан адасқан адам қатал жазаланады, тәлімді жиі көретін адам жойылады. Шеол мен Аваддон жаратқан иеге ашық. Погибнет. Шеол и Аваддон открыты Господу. Одан да адам жүректері ашық па, өркөкірек адам сиырларды жақсы көрмейді, және олардың арасында қалмайды. Укоров и не задерживается среди мудрецов. Даналар жүрек жарқыратады, таулы жүрек рухты сокрушает, разумное сердце ищет знания, а глупцы питаются. Разумное сердце ищет знания, а глупцы питаются дуростью. Ақмақтар алсықтанады кейде, күн сайын қиындықтар бар, ал жүрегі көңілді адамда әрдайым той аз болуы жақсы. Және у того всегда пир. Лучше иметь немногое и байлыққа ие болудан және қорқынышпен өмір сүруден гөрі жаратқан иеден қорқыңдар. Бордақланған бұзаудан гөрі көкөніс кешкі ас иә махаббатпен жақсырақ. Любовью, чем из откормленного теленка да с ненавистью. Ыстық адам өшпенділікпен алауыздық себер, ал сабырлы адам дұшпандықты тоқтатар. Жалқаудың жолы тікенді, ал әділдердің жолы. Путь лентяя зарос колючками, а праведные идут. Олар кең жолмен жүреді, ақылды бала әкесін қуантады, ал ақымақ анасын ақымақтықпен қуантады, нашар ақылды. Глупец позорит мать. Тешится дурью скудоумный. Бірақ дана адам түзу қадам жасайды. Кеңес жоқ, мәселеде табыс болмайды. Бірақ кеңесшілер жеткілікті болса, бәрі ойдағыдай болады. А если советников достаточно, все выйдет. Қуанышпен жауап бере алсаңыз, және орынды сөз қаншалықты жақсы өмір жолында көтеріледі. Разумный поднимается по дороге жизни, прочь от глубин. Тәкаппар Тәңір иенің үйі қабірдің тереңдігінде, бірақ жесір әйелдің жері жаратқан иенің шараларын қорғайды. Но надел вдовы он защитит. Мерзки Господу злые замыслы, а добрые... Мейірімді сөздер оның алдында таза, пайда күнем өз үйіне нафқа қайға келеді, ал кім пара алмайды, сол өмір сүреді. А кто взяток не терпит, будет жить. Әділ жүрек жауапты айтады, ал зұлым ауызтау сөгіспен ысырап болмайды. Нечестивые изрыгают зло. Далек Господь от нечестивцев, но молитву праведников слышит. Светлый взор радует сердце, добрая весть укрепляет кости. Кто внемлет здравым упреком, не разлучен будет с мудрецами. Ажыратылған өсиет өзіне зиян тигізеді, ал кім құлақ салса, сол ақыл табады. Рабыдан қорқудан алыққа үйретеді таң. Обретает разум. Страх Господень научит мудрости. Славе предшествует. Музыка кішіпейілділікке жол ашады. 16-шы тарау. Глава 16. Адамның жүрегі жоспар құрады, бірақ барлық нәрсеге жауап Раббының аузынан шығады. Әркім өз жолын санайды. От уст Господних. Каждый считает свой путь непорочным. Мінсіз, бірақ Раббы жандарды сынайды. Өз істеріңді Раббыға сеніп тапсырсаң, ойларың орындалады. Господу свои дела, и замыслы твои свершатся. Все создано Господом для своей цели, и нечестивец... Қасірет күні үшін тәкаппар жүрек иеге жиіркенішті, ол ешбір жазадан құтылмайды. Сенім мен шындық кінәні өтейді. Не уйти ему от наказания. Вера и правда искупают вину. Құдайдан қорқу қасіреттен сақтайды. Егер адамның жолы иеге ұнамды болса, ол тіпті жауларын да онымен татуластырады. Аз болғаны жақсы. Примирит с ним даже врагов. Лучше малость да справедливость. Мол пайдадан гөрі заңсыздықпен адам өз жолын таңдайды, бірақ адамдарға беріктікті ие береді. Человек избирает свой путь, но твердость шагам придает Господь. На устах патшаның аузындағы сөз заттай, ол өз үкімінде қателеспейді, таразының дұрыс кеселері иеден. Верные чаши весов от Господа. Және оның қолының туындысы бар сөмкедегі герлер, патшалар үшін өлшемдер зұлымдық әрекеттер, әділдік таққа бекітіледі, патшаларға ұнамды. Праведностью утвердится престол. Угодный царям праведность. Әділ ауыз оны адал сөйлейтін адам сүйеді, патшаның ашуы өлім періштесі сияқты, бірақ ақылды адам оны да. Царя, что ангел смерти, но мудрый человек и его успокоит. Патшаның ашық көзқарасындағы тыныштық оның өмірі көктемгі жаңбыр сияқты жақсы жаудан артық. Восхваление его, как ливень весенний. Лучше знание копить, чем червоное. Қызыл алтын талға көмек табу жақсы, сондықтан аулақ жол кім жолдан таймаса өмір. Серебро. Дорога честных в стороне от зла. Кто с пути не собьется, жизнь сбережет. Сақтайды бақытсыздықтан бұрын тәкаппарлық келеді, ал құлауға менмендік жақсы кедеймен бірге кішіпейілділікте өмір сүру тәкаппармен бөлісуден гөрі. Лучше жить в смирении с бедняками, чем с гордецами делить награды. Тырмаларға кім ақылдылық тапса, ол амандық табады, және кім Раббыға үміт артса, бақыт табады, кім жүрегімен дана болса қарсы. Господа обретет блаженство.
Кто мудр сердцем, прослывет разумным. Ақыл не сенімділік қосады, ақылдылық өмірдің қайнар көзі, ал ақмаққа жаза оның ақмақтығы. Рассудительность — источник жизни, а наказание глупцу — его глупость. Дананың ақылы оған сөздерді айтады, және оның сөзіне сенімділік береді, жұмсақ сөз бал ұясы сияқты жанға. Его речам. Ласковая речь, что медовые соты, душе услаждение. Дененің сауығуын қиындатады, басқа жол тура болып көрінеді, бірақ ақыр соңында келеді. Кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Самбеге тыныштық бермейді, қашан оны аштық айдайды, жаман ойлы өнер тапқыш қастандықпен. Его голод. Негодяй изобретателен на зло. Аузындағы сөздері жалын сияқты лапылдайды, арам оймен араздық сеуіп, өсекші достарын айырады, зұлым жақынның жолынан тайдырып. Разлучает друзей. Злодей с пути сбивает ближнего и толкает. Оны жаман жолға итереді, кім көзін қысса, сол опасыздықты ойлайды, кім ернін қисайтса, жаман істер жасайды. Превратное. Кто губы кривит, творит дела дурные. Ақшаш жарқыраған тәж әділ жолдың аяқталуы төзімділік батырлық күштен жақсы өзін-өзі билеген адам. Праведного пути. Выдержка лучше богатырской мощи. Кто владеет собой, сильнее. Қалаларды жаулап алушыдан күштірек, жеребе кеудесінен суырылады, бірақ әрбір шешім. Жребий, но всякое решение от Господа. Мырзалар 17-ші тарау қаранан жақсы дау жоқ жерде береке бар, ақылды құлалады. Лучше черствая корка да с миром, чем дом, где пиры да раздоры. Умный раб получит власть. Қожайынның лайықсыз ұлына билік және оның мұрасын ағалармен бөліседі, күмісті балқыту үшін, тигель үшін. С братьями разделит. Для плавки серебра тигель, для золота. Алтын горнила, ал жүректер үшін сынақ еден зұлым қу сөздерге құлақ салады, ал өтірікші зұлымдық сөздеріне құлақ салады. Злодей прислушивается к лукавым речам, и лжец внимает словам злокозненным. Қастандық кім кедейді мазақ етеді, оның жаратушысын қорлайды, итауы туыды. Оскорбляет его Творца, и кто злорадствует, не уйдет от возмездия. Кек алудан қарттардың тәжі балалардың балалары, ал ұлдардың даңқы олардың әкелері ақмаққа маңызды сөз жараспайды, ал асылға сөздер. Не пристала глупому важная речь, а благородному речи лживые. Пара берген өтірікші сиқырлы тас сияқты көрінеді, қайда бұрылсаң да пайдасы бар. Кім махаббатқа ұмтылса, ренішті ұмытады, ал кто стремится к любви, забывает обиду, а злопамятный кекшіл дос жоғалтады, ақмақтың жүзі 100 тоқпақтан да күштірек. Понятливого укор уязвит сильнее, чем глупца, сотня тумаков. Зұлым тек бүлікке ұмтылады, ал оған аяусыз періште жіберіледі. Балапандарын жоғалтқан аюды кездестірген жақсы. Будет послан к нему. Лучше встретить медведицу, ақмақтан гөрі, ақмақтың ақмақтығы қайнаған кезде, кім жақсылыққа жамандықпен жауап берсе, оның кто злом воздает за добро, от его дома үйінен зұлымдық кетпейді. Жанжалдың басталуы бөгеттің бұзылуы сияқты, қастық өршімегенше. Как прорыв плотины, уймись, пока вражда не разбушевалась. Зұлымды ақтау, кінәсізді айттау, бұл да, басқасы да жаратқан иеге жиіркенішті, ақмаққа шайқаудың не керегі бар? К чему глупцу трясти мошной? Ақмақтық даналықты қалай сатып аласың, егер ақыл жоқ болса, дос махаббаты барлық уақытқа және бауыр-бауырмен қайғыны бөлісу үшін туылған. И брат рожден, чтобы с братом беду разделить. Ақылсыз біреудің қолын тартады, біреу үшін кепіл болуға асығады, кім жанжалды жақсы көреді, зұлымдықты жақсы көреді. Кто любит свары, любит злодейство. Кім өзін көтереді, құлауды шақырады, өтірік жүрек жақсылықты көрмейді, арам тіл апатқа келеді, ақмақты кім туды? Коварный язык доведет до беды. Кто породил глупца, өзіне қайғы келді, өз ұлының ақмақтығына қуанбайсың, жүректегі қуаныш ең жақсы дәрі. Радость на сердце лучшее лекарство. Ал езілгендер кеудені құрғатты, зұлым еденнің астынан бет паралады, әділетсіздікті бұрмалаған үшін өткір көз қарасы бағытталған. Берет взятку за то, что искажает правосудие. Проницательный взор обращен к премудрости. Даналыққа ал ақмақтың көз қарасы, жердің барлық шетіне, ақмақ ол әкеге реніш және анасы үшін қайғы жаман сіздеуге. Сын досада отцу и огорчение для матери. Дурное дело взыскивать с невинного или бить благородного за прямоту сведущий осторожен. В словах и кто разумен, тот хладнокровен. Осторожен в словах, и кто разумен, тот хладнокровен. Глупец промолчит и сойдет за мудреца сон куста и кажется умным. Глава 18, кто живет сам по себе, творить что хочет. Глава 18. Кто живет сам по себе, творит что хочет. На здравые советы лишь браниться глупцу не нравится думать, зато любит он умом похваля там за злодейством презрения. Похваляться. По пятам за злодейством презрения,
За бесчестие следует позор. Слово «глубокие воды» – источник Слова мудрости. человека — глубокие воды. Источник мудрости — Струящийся поток. Дурное дело потворствовать злодею или праведник отказать. Или праведнику отказать в правосудии. Әділетсіздікке тілсіз ақымақ оны дауға жеткізеді. Оның еріндері ақымақтың сөзінде оның қазасы, оның еріндері өздері үшін жазалайды. В речах глупца его погибель, его уста для него же ловушка. Өсекшінің сөздерінің тұзағы адамның ішкі дүниесіне еніп кететін дәмді тағам сияқты жалқау жұмысшы бәрібір. Самое нутро человека. Ленивый работник все равно, что разрушитель. Құдіретті мұнараның иесінің аты әділ адамды жасырады, және ол байлық үшін қолжетімді болмайды. Кроется в ней праведник и будет неприступен. Для богатого достаток словно крепость. Қамал оған қол жетпейтін қабырға болып көрінеді. Құлаудың алдында тәкаппарлық бар, ал даңққа. Падению предшествует надменность, а славе смирение. Кішіпейілділік тыңдамай жауап беру тек ақымақтықпен ұят аурумен күресу, бірақ қалай болу керек? Сильный духом справится с недугом, но как быть, если Егер рух сынған болса, ақылды жүрек білім жинайды, білім құлақты іздейді. копит знания, ищет знания слух мудрецов. Даналар тартуы тазарту, және дауласудағы ақсүйектерге қол жеткізуді ашады. Кім бірінші сол дұрыс, қарсылас кіргенше. В тяжбе кто первый, тот и прав, пока соперник не вступит в спор. Дауға жеребе татуластыру дауларды шешеді, және қуатты қарсыластарды ажыратады. Ренжіген ағасы Нью қамалы. Обиженный брат — неприступная крепость. Ал жанжал қақпалардағы бекітпей өз сөздерінің жемісінен адам тояды тілмен де. Плодами своих речей насыщается человек. Что добудет языком, тем и насытится. Қанығады өмір мен өлім тілдің билігінде, және кім онымен дос болса, оның жемісін татады. Кім әйел тапса, қазына тапты және. Плоды его вкусит. Кто нашел жену, нашел сокровище и обрел. Раббының ықыласына ие болды кедейдің сөзінде жалбарыну, бірақ байдың жауабындағы дөрекілік кімнің достары бар. Мольба, но грубость в ответе богача. У кого друзей много, Көпте жақсылық жоқ, бірақ басқа достың махаббаты ағадан да күшті, бауырластық 9-шы тарау. Крепче братской. Глава 19. Адал өмір сүретін кедей өтірікшіден жақсы, оның үстіне ақымақ тағы да жанға білімсіз, жақсылық жоқ. Және нет добра душе без познания. Асығыс аяқтар шегінеді, ақымақтық адамды өз жолынан тайдырады, ал оның жүрегі иемізге. А сердце его на Господа злится. Ашуланады, байлық достар санын көбейтеді, ал кедейлік достармен айырылысады, жалған куәгер жазадан құтылмайды және. Не уйдет от возмездия лжесвидетель. Өтірікпен дем алған адам аман қалмайды. Көп разы болып бір сөзді айтуға асығады. Олар қазірдің өзінде. И со щедрым на подарки всякий дружит. Ненавистен бедняк даже братьям, и друзья его избегают. Спешит он слово молвить, а их уж нет. Жоқ, өзіне жақсылық тілеген адам ақыл іздейді, даналықты сақтайды, ол жақсылықты табады, жазадан құтылмайды, жалған куәгер және кім. Не уйдет от возмездия лжесвидетель, и кто дышит. Өтірікпен демалады, өледі, ақымақ сән салтанатта өмір сүруді тоқтатпайды, және одан да көп басқарудың құлы ханзадалар сақтық ашудан сақтайды. Князьями править. Благоразумие удерживает от гнева. Күнәләрді кешірудегі ұлылық патша қаһары арыстанның айқайындай, патшаның мейірімі шық сияқты. Как рык львиный, а милость царя, как роса на траве. Шөп, ақымақ бала әкеге бақытсыздық, ал ұрыс керіс әйел үйдің төбесіндегі тесік, байлық мұра. Жена, что прореха в крыше. Дом и богатство наследство от отцов. Әкелер мен ақылды әйел жаратқан иенің сыйы жалқаулық ұйқысыздыққа, ал немқұрайлылық. Лень доводит до сонной одури, а нерадивость до голода. Аштықтан сақтанған өмірді сақтайды, ал жолды талғамайтын адам опат болады. Кім кедейге берсе, қарызға береді. Пути погибнет. Кто нищему подает, одалживает Господь. Иемізге және иесі оған толық қайтарады, ақылға салады. Сполна. Вразумляй сына, пока не поздно. Смотри, не погуби его. Грубиян пусть понесет наказание. Если дашь ему поблажку, будет хуже. Слушай советы, принимай наставления, и станешь со временем мудрее. Адам жүрегінде көп ой бар, бірақ жаратқан шешкен нәрсе орындалады. Адамдарда адалдық бағаланады және. В людях ценится верность, и бедняк. Кедей өтірікшіден артық, адамдар иеден қорқумен тірі. Кім онымен толтырылған болса, ол тыныш ұйықтайды, және оның басына қайғы келмейді. Им спит спокойно, и беда его не постигнет.
Жалқау қолын табаққа салады, бірақ аузына жеткізбейді. Нақақтанды жазаласаң, аңғалдар ақылға келеді. Накажешь наглеца, простаки образумятся. Ақылдыға есеп бересің, ол сенің ғылымыңды түсінеді. Кім әкесіне дөрекілік көрсетсе, кім анасын қуған ұят пен масқара сондай ұлға. Бұл болмайсың. Стыд и позор такому сыну. Сын, не станешь слушать. Ақылға құлақ ассаң, қақпанға түспесің, ақылды сөздерсіз, жарамсыз куә әділеттілікті мазақ етеді. Негодный свидетель глумится над правосудием. Қылмыс кісуге апаратын тамақ соттан құтылу мүмкін емес, ақымақтың арқасы дүре соққы. Наглецу не миновать суда, а спине глупца побоев. 20-шы тарау мазақ қылған адам оларға үйреніп қалған оған дана болуға болмайды. Пиво, вино и брага буйно. Кто пристрастился к ним, тому мудрым не быть. Патшаның қаһары астаның ырылдай, оның өзіне қарсы күнәға батыру соғыстан алыс болған адамға құрмет қайда барлық. Грех против себя самого. Почет тому, кто далек от ссоры, куда всякий глупец. Ақмақ араласуға асығады, жалқау қыста егін екпейді. Демек орақ кезінде ештеңе жемейді жасырын. Не пашет, значит в жатву ничего не сыщет. Сокровенный замысел. Терең құдық деген ниет, бірақ ақылда адам тереңдіктен ала алады. Көптеген адамдар өздері туралы айқайлайды. Многие кричат о своей преданности. Адалдық, бірақ адал адамды таба аласыз ба? Әділ адам мінсіз өмір сүреді, оның ұрпақтары бақытты патша соттайды және алдында. Блаженны его потомки. Воссядет царь судить и пред взором. Оның көз алдында зұлымдық сейіледі. Кім айтады? Менің жүрегімде ешқандай кемшілік жоқ деп, өз күнәмнан мен. Нет порока в моем сердце. От греха своего я очистился. Тазартылдым өлшеді, бірақ алдады өлшеді, бірақ өлшеді жиіркенішті. Мұның бәрі үйіміз үшін, жас кезінен адам істері арқылы танылады таза. Все это для Господа. С молоду человек познается по делам. Чисты ли? Оның әрекеттері адал ма, тыңдайтын құлақ көреген көз екеуінде жаратқан ие жасаған. Ухо слышащее, око зрячее, то и другое создано Господом. Любишь Ұйықтауды жақсы көресің, кедейлікті күтесің, көзін жұмбайды, тойып жейді, нашар тауарды сатып алушы айтады. Наешься досыта. Дрянной товар, говорит покупатель. Бірақ ол кетіп қана қоймай ма, мақтанайық, әлемде алтын бар, асыл тастар бар, бірақ білгір ерін. Есть на свете золото, есть самоцветы, но сведущие уста драгоценнее. Біреудің орнына кепіл болған адам қымбат киімін кепілге береді, ал бөтен әйел үшін дәл осындай кепілдік береді. И такой же залог за жену чужую. Алдау арқылы табылғаннан тәтті, бірақ аузында ұсақ тасқа айналады, ой талқылауда піседі. Камнем обернется. Замысел зреет в обсуждениях. Соғыс жүргізе отырып, мен кеңестерді тыңдаймын. Кім өсек таратса, сол құпияны да береді. Сондықтан араласпаңыз. Тот и секреты выдаст, так что не связывайся с болтуном. Кто проклинает отца с матерью, погаснет его светильник во тьме кромешной. С жадностью схвачен. Болтуны вас берекеге айналмайды. Жамандық үшін қайтарамын деп айтпа. Құдайға сен, ол сені қорғайды гиря. Не говори, отплачу за зло. Доверься Господу, и Он защитит тебя. Алдаумен Құдай үшін жиіркенішті және жаман іс адал емес, таразы. Құдай адамның қадамын бағыттайды, ал адамға өз жолын қалай түсінуге болады. Господь направляет шаги человека, а человеку как понять свой путь? Адам үшін тұзақ асығылсан немесе ойланбаған уәде ақылды патша таратады. Или обет необдуманный. Мудрый царь развеет нечестивцев. Колесом молотильным. Адамның бойындағы рух Құдайдың шамшырағы, ол оны тесіп өтеді. Сенім мен шындық патшаны адалдықпен сақтайды. Что просвечивает его насквозь. Вера и правда сберегают царя. Верностью укрепляют. Жасөспірімнің тағы күшпен жарқырайды, ал қарттарды ақшаш сәндейді, жаралар мен тыртықтар тазартады. Старцев украшает седина. Раны и рубцы очищают от зла. Адамның ішіндегі зұлымдық басы. Нутро человека. Глава 21. Патшаның жүрегі Құдайдың қолында. Су арнасындағыдай Құдай оны қалаған жағына бұрады. Өз көзімен қарағанда адам әрдайым. Вернет его Господь, куда пожелает. На свой взгляд человек всегда прав. Дұрыс, бірақ Құдай жүректерді сынайды, әділ және әділетті әрекет етеді. Құрбандық шалғаннан гөрі Құдайға ұнамды. Праведно и справедливо угоднее Господу, чем приносящие жертвы. Құрбандықтар тәкаппар, жүрек зұлымдардың шамшырағы күні тырысу адамды әкеледі. Светильник нечестивых. Грех. Старание приводит человека к достатку. Жетіспеушілікке, ал бос әурешілік кім өтірікпен байлыққа жетсе, бос нәрсені қуып өлімге ұмтылады. Кто добивается богатства ложью, гонится за пустотой, стремится к смерти.
Зұлымдығы зұлым оларды жояды, өйткені олар әділдікпен әрекет етуден бас тартты, алдау жолы жатады. Ведь они отказались поступать справедливо. Путь обманщика петляет, а поступки непорочного честны. Адал болу жақсы ұрысқақ әйелмен бір шатырдың астында тұрғаннан гөрі шатырдың шетінде тұру зұлымдыққа құмар және жақынын аямайтын нақұрыс. Нечестивец жаждет зла и ближнего не щадит. Наглеца накажет, Жазаласаң аңқау ақылға толады, данаға ақыл айтсаң білімі артады, әділ адам үйді бақылайды. возрастет его знание. Наблюдает праведник за домом нечестивца. Зұлымдардың және оларды күштен айырады, оларға қайғыға батады, құлағын жабады, бір күні оған жазып берсең оған жоқ. Кто при жалобных криках затыкает уши, сам однажды завопит, но ему не ответят. Жауап бермейді, жасырын сыйлық ашуды, басады, еденнің астынан алынған пара жабайы қаһарды әділді. Полы буйную ярость. Справедливость совершается на радость. Қуаныш әділ адам және зұлым адамның қорқынышына, кім түсініктің жолынан адасты, көлеңкелер патшалығында кім көңіл көтергенді жақсы көреді білмейді. В царстве теней успокоится. Кто любит веселье, не знает достатка. Мол байлыққа кім шарапты жақсы көреді. Әділ адам үшін төлем зұлым және адал үшін байиды. Выкуп за праведника нечестивец и за честного обманщик. Өтірікші әйелінен гөрі шөл далада тұру жақсы жанжалды, және ұрысқақ, және адалдық табады, және өмір және. Не переводятся у мудреца ценные запасы, а глупец все проедает. Кто стремится к праведности и верности, найдет и жизнь, и праведность. Әділдік және олардың тірегін құлатады. Мудрец покорит город богатырей, обрушит твердыню их надежды. Тілге кім үмітті ат еркіндік бермейді, өзін қауіп қатерден сақтайды, кімнің атына хақ дөрекілікте. Бережет. Дерзкий и надменный, кому имя наглец, в дерзости своей. Ол өз қалауын тыйған жоқ, қолдары оны құртады, өйткені оның қолдары жұмыс істегісі келмейді, күн сайын. Ведь руки его не хотят работать. День за днем он Ол құмарлықтан таусылды, бірақ әділ адам жиіркенішті істеріне өкінбейді, ол одан да жиіркенішті әкеледі. Жертвы от нечестивых мерзость, еще большая мерзость, приносимые со злым. Жалған куәгер арам ниетпен өледі, бірақ соңғы сөз бәрін естіген адамға қасіретті зұлымға тиесілі. Слово за тем, кто все слышал. Нечестивец напускает на Ол намсыз кейіппен қарайды, бірақ өз жолымен адал және нық жүреді. Ал даналық, ақыл мен кеңес жаратқан иенің алдында ештеңе емес. И разум, и совет — ничто пред Господом. Соғыс күніне ат дайындайды, бірақ кеңес жаратқан иеден басшы 20. Победа от Господа. Глава 22. Екінші жақсы атақ байлықтан артық адамдардың сүйіспеншілігі, алтын мен күмістен жақсы бай мен кедей қатар тұрады. Лучше золота и серебра. Богатые и бедные встанут рядом, ведь Өйткені екеуінде жаратқан ие жаратты, ақылды адам қауіпті көріп жасырынады, аңқаулар тура жолмен жүреді, және простаки пойдут напрямик и поплатятся. соң үшін төлейді, момындықтан кейін жаратқан иеден қорқу, және байлық және құрмет және өмір өтірікшінің жолында тікенектер бар кім? И жизнь. На пути лжеца шипы до сети. Кто жизнь Өмірін бағаласа, онда бармайды, жастықта дұрыс жолға шығар, ол қартайғанда да одан. Выведи юношу на верную дорогу, он и в старости с нее не свернет. Бұрылмайды, бай кедейлерді басқарады, және қарыз алушы несие берушінің қолы кім ексе. Раб взаимодавцу. Кто сеет несправедливость, Әділетсіздік мақтан тұтпасы қайғы болады, және оның қаһарының қамшысы жойылады, мейірімді жүректі кім батасын береді. благословен добросердечный, кто делит. Кедеймен нанын бөлісетін адам қатыгез адамды қуып жібереді. Сонда жанжал кетеді, дау-дамаймен ұрыс басылады, кім жүректің тазалығын жақсы көреді, және сөйлеуде жағымды. Кто любит чистоту сердца и приятен в речах. Патшаға жақын болады, жаратқан ақиқатты қорғайды, ол опасыздың сөзін жоққа шығарады, жалқау айтады. Господь оберегает истину, опровергнет он слова отступника. Лодырь говорит, лев. Арыстан аулада тұр үйден шығуға, және мен жоғалып кетемін, бөтен әйелдің терең тұзағы жаратқан кімді қарғыстаса сонда. Уста чужой жены глубокая западня. Кто проклят Господом, туда упадет. Құлайды, егер жігіттің басында ақымақтық болса, оны таяқпен ескерту қуып шығады, кедейді пайда үшін қанау. Внушение розгой. Что угнетать бедняка ради корысти? Байға тек зиян келтіру, данышпандардың сөздеріне бас иіп мені тыңда. Преклони ухо, слушай слова мудрецов, внимай моему наставлению. Нұсқауымды жүрегіңде сақта, осы сөздерді әрдайым тіліңде сақта, сонда сен иемізде үміт табасың. Будут на устах твоих. Чтобы в Господе обрел ты упование, я тебе... Мен саған оларды бүгін жариялаймын. Мен саған 30 мақал жаздым, онда сен кеңес пен білім табасың. 30 изречений, где найдешь ты совет и познание,
чтоб научился... Сен ақиқат сөздеріне үйреніп, бастықтарыңа жауап бере алсын деп, қақпадағы бейшараның жоқшылығынан пайдаланып кедейді тонама. Не обирай бедняка, наживаясь на бедности. Убогого у ворот не обирай. Ренжітпе, өйткені жаратқан ие оларды жазалайды, ал оларды айырған үшін сені өмірден айырады, дос болма. Лишит тебя жизни. Не дружи с гневливым. Олардың ізіне ашуланып, өзіне де торығады. Біреу үшін кепілдік беруге асықпа, басқалар үшін кепіл болуға асықпа. Тебе расставишь сети. Не спеши давать по руку, ручаться за чужие долги. Қарыздар егер төлейтін ештеңе болмаса, тіпті төсегіңді де алып қояды. Ескі шекараны жылжытпа оны. Твою отнимут. Не сдвигай старинные межи, которую Әкелері орнатқан, жұмыста шебер адамды көрдім, ол патшаларға қызмет етеді, ал емес. в работе. Он служит царям, а не черни. Сияның 23-ші тарауы билеушімен дастарханға отырғанда, алдында не тұрғанына мұқият қара. Когда сядешь за стол с правителем, внимательно смотри, что пред тобою. Приставь нож... Егер сен ашкөз болсаң, тамаққа пышақты тамағына қой, оның дәмді тағамдарын аяма, ол алдамшы тағам, байлықтың соңынан қатты қума. Обманчива эта пища. Не слишком гонись за богатством, знай... Тоқтауды біл, байлыққа қарасам болды, ал ол жоқ, өзіне бүркіт қанатын жасады, иә, ол аспанға ұшып кетті. Уж нет. Приделала себе орлиные крылья, да и улетела в небо. Көзі жақсылыққа толы емес адамның тәттілеріне қызықпа, өйткені оның жаны құлыптаулы, саған жеде іштесе де, бірақ. Ведь душа его на замке. Скажет тебе ешь и пей, но сердце... Оның жүрегі сенімен бірге емес, жұтылған кесек от жақсы сөздіктер. Кусок отрыгнешь, добрые слова зря потратишь. Ақмаққа ештеңе айтпа, ол ақылды сөзге құлақ аспайды, ескі шекараларды егістікке жылжытпа. Не сдвигай старинные межи. Жетімдерге тиіспе, өйткені олардың күшті қорғаушысы бар, ол олардың дауын жүргізеді. Жүрегіңмен ақыл кеңеске жүгін және білім сөздеріне құлақ сал, ұлыңды ақыл кеңессіз қалдырма, себебі ол қымбат емес, бірақ жазалау арқылы қауіптен. Ты высечешь его розгой, зато от погибели избавишь. Сын, если в твоем сердце мудрость, то и в моем будет радость. Все во мне возликует. Арласын Құдайдан қорқады, себебі болашақ келеді, және сенің үмітің жойылмайды. Ұлым тыңда және. Пусть всегда боится Господа, ибо наступит будущее, и твоя надежда не погибнет. Слушай, сын, и становись. Дана бол, жүректі дұрыс жолға бағытта. Шарап ішіп мас болатындармен бірге болма, ет жеп семіретіндермен де болма, себебі маскүнем және. Объедается мясом. Тойымсыз кедейленеді сені киіндірді, әкеңді тыңда, ол сені туды және. Анаң қартайса, оны жей көрме, шындықты сатып ал, және даналықты да, тәрбиені де. Истину и не растеряй ни мудрости, ни воспитания, ни разума. Ақылды да жоғалтпа, әділ адамның әкесі шаттанды, дананың атанасы алдамайды, ия, жас әкең мен анаңды қуансын, ия, сенің атанаңды қуансын. Да возрадуются твои отец и мать. Да возликуют твои родители. Ұлым, маған жүрегіңді бір көзіңді менің жолыма бағытта, жезөкше терең шұңқыр бөтен. Взор к моим путям направь. Блудница, что глубокая яма. Чужая жена. Әйел тар құдық, ол қарақшы сияқты тұзақта қылмыстар санын көбейтеді. Бұл кімнің күрсінісі кімнің? Умножает число преступлений. У кого это охи да вздохи? У кого это... Бұл шағымдар қайдан келгені белгісіз, шарапқа салынғандардың көздері болды. У кого муть в глазах? У тех, кто засиживается за вином, все вы... Бәрі шарапты іздейді, ашы дәмді, шарапқа қарама, оның қалай жылтырағанын, тостағанда қалай ойнағанын, сосын қалай жеңіл ішілетінін, өйткені ол шағады. Да как пьется легко. Потом ведь укусит, как змея. Жылан сияқты, сұр жылан сияқты шағады. Сонда бөтен әйелдерге қарап, теріс ойлар келеді. Сен теңіздің ортасындағы ұлық сияқтысың. Придут на ум превратные мысли. Словно ты улегся среди моря. Діңгектің басында жатырмын, мені ұрды дейсің, маған бәрібір, ұрды, мен тіпті сезбедім де, ал қалай ұйықтап қалсам, мусь. Колотили, а я и не чувствовал, а уж как просплюсь, так примусь за... Ескі әдет бойынша 24-ші тарау зұлым адамдарға қызғанба. Глава 24. Не завидуй людям злым. Олардың бірі болуға ұмтылма, олардың ойларында қатыгездік бар, олардың ауыздары біреуге қасірет әзірлейді, даналық пен үй қайта жаңғырады. Мудростью возродится дом. Түсінуде ол берік және білім тыныштықты қымбат және қалаған молшылықпен толтырады. Кім дана болса, ол күшті. Кто мудр, тот силен, кто обладает знанием. Білім күшті, соғыс жүргізу, тыңдау жеңіс, кеңесшілер көп, даналық ақымаққа жетпейді.
Победа там, где советников много. Мудрость для глупца недоступна. У ворот... Ақмақ деген ойда адамдар үшін күнә және жиіркенішті деп санап, зұлымдық жоспарласа, қала қақпасын аша алмайды. Того прозовут коварным. Затея глупца грех, и мерзок людям наглец. Қиын күндерде рухың нашар болса, намысың жоқ, өлімге апарғандарды құтқар, мен өзімді құрдымға кететіндерден алыстатпаймын. Выручай ведомых на смерть, не отстраняйся от обреченных на гибель. Біз бұл туралы білмедік деп айтасың, бірақ жүректерді сынаушы бәрін біледі. Но испытующий сердца ведает, все знает страж твоей жизни. Он каждому воздаст по заслугам. Балам, балдың дәмін татып көру жақсы, өйткені бал аузыңа тәтті, даналық жаныңа тәтті тапса. Сладкие соты для твоего рта. Такова и мудрость для души твоей, и если нашел ее, есть... Сенде болашақ бар, және үміттерің жойылмайды, зұлым әділ адамның үйінің жанында торығу жасама, оның мекенін қиратпа. Нечестивец, не устраивай засад у дома праведника, обители его не разоряй. Әділ адам жеті рет құлайды, бірақ тұрады, ал зұлымдар сүрініп, оларға қасірет сөнді, сенің жауың құлады, қуанба. И беда им. Пал твой враг, не радуйся, споткнулся. Жүрегің шаттанбасын әйтпесе жаратқан ие көріп, мұны жамандық деп есептейді, және өз қаһарын сенің жауыңнан зұлымдарға бұрады, ашуланба. И свой гнев от твоего врага отведет. На злодеев не злись, нечестивец. Зұлымдар қызғанба, өйткені зұлымдықта болашақ жоқ, және зұлымдардың шамы өшеді. И светильник нечестивых погаснет. Раббыдан қорық, ұлым, және патшадан қорық, опасыздардан аулақ бол, олардан кенеттен өзіңде білмейсің. Сторонись, ибо беда придет от них внезапно. Сам не знаешь, какой... Қандай бақытсыздық түсті міне, басқа даналардың сөздері, алалаушылық сот жаман іс. Вот другие слова мудрецов. Пристрастный суд — недоброе дело. Кім әділетсізді ақтайды, халықтар қарғыс айтып, тайпалар қабылдамайды, ал оны жазалағандарға жақсылық түседі. Но благо тем, кто его наказывает, снизойдет на них благословение. Бата сенімді жауап ерінен сүйгендей алдымен өзіңнің жеріңді ретке келтір, содан кейін үйінді сал. Обустрой сперва двор, займись своим полем, а потом уже строй себе дом. Үй жақынына жалған куәлік етпе, аузында алдау болмасын, ол маған қалай жасаса, мен де оған солай жасаймын деме. Будет на устах твоих обмана. Не говори, как он со мной поступил, так... Мен де оған істегеніне қарай жауап беремін, бір жолы жалқаудың егістігінің жанынан, ақылсыз иесінің жүзімдігінің жанынан өттім. Мимо поля лодыря, мимо виноградника неразумного хозяина. Міне барлық жерде тікенек өсіп кеткен, бәрін арамшөп басып кеткен, тас қоршау қирап қалған, мен қарадым. Полнили сорняки, развалилась каменная ограда. Посмотрел я, поразмыслил. Ойланып көрдім, міне мен көргенім, және түсінгенім, тағы сәл ұйықтайсың, тағы сәл қалғисың, тағы сәл қол қусырып отырасың, сонда кедейлік саған келеді. Еще посидишь, сложа руки, и придет к тебе бедность, как бродяга. Бродяга қажеттілікке тап болады. Қарақшы бастық, міне Соломонның басқа нақыл сөздері, ұйқылы ояу. Глава 25. Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми. Адамдар мен Езекия Яхуда патшасы Құдай даңқты құпия шырын, Құдай патша даңқты құпияны түсінді. Бог тайное сокрывший, славен царь тайное понявший. Аспан биіктігі жердің тереңдігі, және патшаның жүрегін түсіну мүмкін емес, күмістен қоспаны алып тастаңыз. Сонда шебердің тостағаны шығады, алып тастаңыз. И выйдет у мастера чаша, удали нечестивца от царя, и праведностью престол утвердится. Зұлым бір қатарға сіз болмаңыз, жақсырақ болыңыз, олар сізге айтсын көтеріліңіз, сізді білуден бұрын мазақ еткеннен гөрі биік көтеріліңіз, сіз көресіз. Поднимись повыше, чем унизят тебя перед знатью. Что увидишь свои... Өз көзіңмен сотқа беруге асықпаңыз, әйтпесе кейін қалай болады, егер біз тек өз ісімізбен біреуді масқараласа. Когда посрамит тебя ближний. Судись с ближним лишь по собственному делу. Сырды ашқарлама, айтсаң, сені масқаралап, ар намысыңды таптайды. Сонда алтын алмалар күміс өрнек үстінде құтыла алмайсың. Золотые яблоки на серебряном узоре. Уақытында айтылған сөз осындай: алтын сырға, алтын алқа, мұндай ақылды басқару сезімтал құлаққа салқын. Подвеска, таков мудрый упрек для чуткого уха. Орақ науқаны қызған кездегі қар иесі үшін адал орындаушы, оған қожайынына күш береді. Бұлттар ия жел, бірақ жаңбыр әлі жоқ. Тучи да ветер, а дождя все нет. Сыйлықтарды босқа уәде ететін адам да шыдамдылық билеушіні сендіреді, жұмсақ сөйлеу қырсықты да жеңеді. Убедит и властителя, мягкая речь проймет и твердолобого. Нашел мед, поешь досыта,
но не объедайся. Жүрек айныганша досыңа жиі барма, әйтпесе ол сенен жиреніп кетеді, өткір жебе қылышпен жанады. Не то присытится тобой до отвращения. Палится меч, острая стрела, таков для ближнего. Жақынына жалған куәлік берген адам шіріген тістен ақсақ аяқтан пайда жоқ, қайғы күні суық күнде жылу сияқты. Хромой, проку от неверного в день беды. Как в холодный день срывать одежду. Киімге сірке суын құйғандай, қайғыда жүргенге ән айту. Егер жауың аш болса, оғаннан бер, егер шөлдесе. Если голоден твой враг, дай ему хлеба. Если жаждет, напои. Су мен суар, сен оның басына шоқ жинайсың. Ал саған солтүстік желі иен қайтарады. Жаныңда жаңбыр жоқ. А тебя вознаградит Господь. Северный ветер несет с собой ливни. Өсекшінің тілі юда тұрудан гөрі жаман, өрік әйелімен қан бөлісу қандай, шаршаған адамға салқын су сияқты. Чем делить кров со сварливой женой. Как прохладная вода для измученной души. Жаны да алыс жақтан келген жақсы хабар сияқты, ластанған бұлақ қорланған бастау сияқты, және әділ адам. Загрязненный родник, оскверненный источник, так и праведник дрожит. Зұлымдықтың алдында қалтырау балмен тойын немесе мақтауға ұмтылу жақсы емес, қандай қала жоқ. Медом или добиваться похвалы. Как разоренный город без ограды, так и человек. Өзін өзі ұстай білетін баш 26 жаз ортасындағы қар сияқты, жаңбыр сияқты. Глава 26. Как снег среди лета, как дождь в пору. Орақ кезінде ақмаққа даң жараспайды, құс ұшып кетті, ұшып кетеді, сондықтан бекер қарғыс өтеді. Птица упорхнет, ласточка улетит, так напрасное проклятие пройдет мимо. Атқа арналған қамшы есекке арналған ауыздық, ал ақмақтың арқасына арналған шыбық ақмаққа ақмақтығы бойынша жауап берме. Не отвечай глупцу по-глупому, чтобы ақмақ ақылды болып көрінбеу үшін, өзің де сондай болмау үшін, ақмаққа ақмақша жауап бер. По-глупому, чтобы он мудрым себе не показался. Өзін шауып, нанды қайғыға салып, өз ісін ақмаққа тапсырған адамға қайғы. Тот, кто дела свои поручает глупцу. Что вихляние ног у храма. Вихляевтің сөзі ақмақтардың аузындағы аңызға ұқсайды. Тас байлау оңай, ақмақты марапаттау оңай, мас адам жаңадан ұстағандай. То и почести глупцу воздавать. Что пьяница за терновник хватает. Ақмақ мақал айтты, садақшы жаралаған сияқты кімді. Изрекает. Словно лучник, ранящий всех подряд, тот, кто на службу берет глупцов, кого попало. Ит құсқа қайтып оралғандай, ақмақ та өз ақмақтығында қасарса, өзін ақылды санайтын адамды көрді. Глупец упорствует в своей дуре. Видел человека, что мнит себя мудрым. Ақмақтан да пайда көп. Жалқау арыстан жолда, көшеде жыртқыш аң жүреді дейді. Есік топса да босап тұрғандай. На дороге зверь по улицам рыщет. Как дверь на петлях болтается, так жалқау төсекке аунақтайды. Жалқау қолын табаққа салады, аузына жеткенше. Запустит лодырь руку в блюдо, а пока до рта донесет, устанет. Шаршайды. Жалқау өзін ақылды, жеті адамнан ақылды санайды. Итті құлағынан тапқан сияқты. Біреудің жанжалына араласу оңай. Пса дергать за уши, то и походя влезать в чужую ссору. Как безумец. Ақмақ жанып тұрған жебелерді лақтырады. Және өлім жақын, және жақынын алдап мен деп айтатын адамда. И говорит, я же пошутил. Әзілдесті отын таусылып от өшіп қалды, өсекші жоқ. Және жанжал басылды шоқтан ыстық отыннан, отал өсекшінің сөздерінен. От углей жар, от дров огонь, а от речей сплетника вражда. Дұшпандық өсекшінің сөздері тәтті тағам сияқты, адамның ішіне кіреді, балшықтан жасалған күміс жалатылған құмыра сияқты. Как посеребренный горшок из глины. Саз балшықтан жасалған және зұлым жүректер кезіндегі мейірімді ерінде. Льстива речь недоброжелателя. Ал жүрегінде қастандық сақтайды. Даусы нәзік болса да сенбе. Оның жүрегінде жеті жиіркеніш бар. Алдаудың артында оның жек көрушілігі тұр. У него на сердце. За обманом его ненависть стоится. Бірақ оның зұлымдығы адамдардың алдында ашылады. Кім шұңқыр қазса, өзі түседі. Кім тас домалатса, өзінің астына түседі, өтірікші. Кто катит камень, сам под него угодит. Лжец Өз ненавидит. құрбанын жек көреді. Жалған еріндер қасірет әзірлейді. 20 тарау. Готовит беду. Глава 27. Сима ертеңгі күнмен мақтанба, ол не әкелетінін білмейсің. Сені басқа біреу мақтасын, бірақ сен емес. Пусть хвалит тебя другой, а не ты. Сен емес, сенікі емес, бөтен еріндер. Тас ауыр, құмда оңай емес. Бірақ ақмақтың қылықтары одан да ауыр ашу қатыгез, тыйылмайтын, бірақ кім? Еще тяжелее. Гнев жесток, безудержная ярость, но кто устоит? Қызғанышқа қарсы тұра алады, ашық әшкерелеуші. Откровенный обличитель лучше молчащего друга. Сүйетін жүректен жаралайды, жек көретін, жалаң аяқ жалайды, кім тояды, және бал ұясы. Целует из лести. Кто присытился
и медовые соты растут. Таптайды, ал ашқа қышқыл тәтті болып көрінеді, құс ұшып кеткендей ғасыр туған жерін тастап кетті. Как птица, выпорхнувшая из гнезда, так и человек, что покинул родные места. Жер жүрегі төсеуге қуанышты және хош иістер соншалықты жағымды және достан келген жан кеңесін ұмытпаңыз достарыңызды да, әкеңіздің достарын да. Не забывай ни своих друзей, ни друзей отца. Қасірет болады туысқа бармаған жақсы, алыстағы ағадан гөрі жақын маңдағы көрші артық. Ақылды бол, ұлым, жүрегімді қуантып, мені қуан. Будь мудр, сын, и радуй мое сердце, и мне будет... Ренжіткен адам жауап береді, ақылды адам қауіпті көріп жасырынады. Аңғалдар тура барады да төлейді, бөтен адам үшін кім? Простаки пойдут прямо и поплатятся. Кто за чужого поручил... Кепілге кепілдік берді, киімін береді. Сол сияқты кепілде бөтенді таңертең ерте дауыспен көршісіне батасын береді. Бәрібір. Благословлять соседа во весь голос с утра пораньше все равно, что... Жаңбырлы күні жаңбыр сияқты қарғыс айту және ашулы әйелді тыныштандыру үшін не желді ұстау керек, немесе май сығу керек. Унимать ее, что удерживать ветер, или масло сжимать в ладони. Пальмалар темірді темірмен қайрайды, ал адам басқа адамдармен бірге інжір ағашының жемісін көреді. Другими людьми. Кто ухаживает за смоковницей, вкусит ее плодов. А кто заботится... Қожайынның қамын ойлайды, ар намысты жүзі суға түсіргендей таниды. Адам жүрегі тойымсыз Шиолдың жүрегінде және... Отражается в воде, так и сердце человеческое в сердце. Ненасытный Шиол и Авадон... Авадон мен адамның көзі күміске, пеш алтынға және адамның сөзіне тоймайды. Как тигель для серебра и горнило для золота, так для человека слова похвалы. Егер сіз ақмақты құмырамен шайқасаңыз да мақтаңыз, сіздің барлық қолдарыңыздың астық ақмақтығымен бірге алдыңғы күтімге біледі. Из него не вылущить. Всех своих овец знай наперечет. Заботься о своих... Олардың табындары мәңгілік емес, тіпті тәжде әрқашан тұқым қуаламайды, шөптер қурап қалды, бірақ қазір жаңа жасыл шөп шабылды. Увяла трава, но вот и новая зелень. Скошены травы... Таудан шыққан шөп шабынды қозылар киімі үшін, ешкілер өрісі үшін, ешкі сүті мол. Козлята в уплату за поле, вдоволь козьего молока тебе в пищу. Сенің сенде және қызметшілер тамақтанады деп, 28 сағау зұлым адам жүгіреді, бірақ оның соңынан ешкім жоқ. Глава 28. Бежит нечестивец, хотя никто за ним не гонит. Қуып барады әділ арыстандай тайынбайды, елде дүрбелең болғанда билеуші көп, бірақ парасатты билеушісі бар, елбасы бар. Правителей много, но с правителем разумным и сведущим страна устоит. Кедей жарлыларды қысады нөсер жауғандай. Заңды ұмытқан әділетсіздікті мадақтайды. Кто забыл о законе, восхваляет нечестивцев. Кім оны сақтаса, сол олармен күреседі. Жаман адамдар әділдікті түсінбейді, бірақ емізді іздейтіндер оны түсінеді. Но ищущие Господа поймут ее сполна. Кінәсіз өмір сүретін кедей байдан жақсы, ал жолдары бұрыс байдың ақылды ұлы заңды сақтайды. Богач, чьи пути превратны. Разумный сын соблюдает закон. Ал кім арамдықпен жүрсе, сол масқаралайды, сотта пайда көретін сол үшін жинайды. Ростовщик, что на судах наживается, копит для того, кто... Кім жарлыларға мейірімді болса, кім заң сөздерін тыңдағысы келмесе, оның дұғасы да жиіркенішті. Кім? У того и молитва мерзость. Адал адамдарды зұлымдық жолына түсірсе, өзінің тұзағына түседі. Ал кім мінсіз болса, соған жақсы үлес, бай өзін дана санайды. Богач себя мудрецом воображает. Елестетеді, бірақ ақылды кедей оны шағып алды, рахмет. Его раскусит. Радуются праведники и царит ликование. Кейер емес көтеріледі, және адам жасырады, өз күнәсін жақсылық күтпен мойындайсың, оны және қабылдамайсың, кешірілесің. Свой грех добра не жди. Признаешь его и отвергнешь, помилован будешь. Бақытты боласың, кім әрқашан қорықса ені, ал қатыгез жүре түседі, бәлеге арыстан ырылдайтын аю қаһарлы сондай. Попадет в беду. Лев рычащий, медведь свирепый. Таков дурной. Жаман билеуші кедей халық үшін, бірақ ұзарады күндері кімнің жат пайда күнемдікке. Глупее правитель, тем больше поборов. Но продлятся дни того, кто чужд корысти. Кім қан төгумен ауырлатылған қабірге дейін кетсін, мейірім тапасын, кім мінсіз өмір сүреді, қауіпсіздікте болады. Не находит приюта. Кто живет непорочно, будет в безопасности. Ал кім қисық жолмен жүреді, күтпеген жерден құлайды, кім адал, ал кім байлыққа ұмтылады, кетпейді. Кто возделывает землю, будет сыт, а кто за пустотой гоняется, хлебнет нищеты. 100 крат благословен человек верный, а кто рвется к богатству,
не уйдет от Өш алудан әділетсіздік жаман іс жасайды. Адам бір тілім нан үшін ашкөз байырысы келеді, бірақ жоқ. Спешит человек ради ломтя хлеба. Алчный торопится обогатиться, но не знает, Артынан кедейлік еріп жүргенін біледі. Сені даттаған үшін алғыс айтады. Кім өмір сүреді жалған сөз үшін? благодарят тебя за упреки, чем за льстивые речи. Кто обирает отца, Әкесі мен шешесін айттай отырып, онда күнә жоқ, ол қарақшылармен бірге пайда күнем адам тот бастайды. заодно с разбойниками. Корыстный человек затевает раздор. Даулармен жаратқан иеге сенемін, кім тек өзіне сенсе, сол бақытты болады. Ақыл жолмен жүрген адам құтқарылады. Кто только на себя надеется, глуп, а спасется тот, кто ходит путями мудрости. Кім кедеймен бөлсе, ол мұқтаждықты білмейді. Ал кім көзін жұмса, өзіне қарғыс көбейтеді, зұлымдар көтеріліп жасырынады. Умножает себе проклятие. Возвышаются нечестивцы и прячется человек. Адам олар жойылады, ол кім естіп үйретеді, және де жойылады. Множатся праведники. Глава 29. Кто ожесточается, слыша наставление, погибнет нежданно. Келмеске кетті, әділ адамдар күшті, және халық қуанады, зұлым билікте, және халық зарлайды. И радуется народ. Нечестивцы у власти, и народ стонет. Кім даналықты сүйсе, әкесін қуантады, ал кім жезөкшелермен араласса, ната елді нығайтады, ал парақорлық оны шашады. Царское правосудие укрепляет страну, а взятки ее разрушают. Қиратады, кім жақынына жағынса, оған аяғының астына тор төсейді, күнә зұлымдар үшін тұзақ ал, әділ адам қуанып. Грех — ловушка для нечестивца, а праведник веселится и радуется. Қуанады, әділ адам кедейдің тартысынан есін алады, ал зұлым білгісі де келмейді, дөрекі адамдар қаланы бүлдіреді, ал ақылдылар көбейтеді. Наглые люди баламутят город, а мудрые утихомирят ярость. Ақылды адам ақымақтықпен сотқа барғанда ашуланады, және күлкі басылмайды қаншерлер жазықсыздарды жек көреді, және убийцы ненавидят непорочного и честно. Адал адамды құрту үшін ақымақ ашуды басады, ал дана адам оны суытады, егер билеуші. А мудрый дает ему остыть. Если правитель Өтірік тыңдаса, сарай адамдары зұлым болады, кедей мен залымды екінің көзіндегі нұр біріктіреді. Вот что роднит бедняка и угнетателя. Свет в очах у обоих от Господа. Егер патша кедейлерді әділдікпен соттаса, оның тағы мәңгілікке берік болады. Шыбық пен ақыл кеңес даналық береді, ал тастанды. Розга и внушение дают мудрость, а заброшенный ребенок... Бала ана үшін масқара болады, онда зұлымдық пен күнә күшті, бірақ әділеттілер олардың құлауын көреді. Нечестивцы силеный грех, но праведники увидят их падение. Құлды сөзбен ақылға салу ақылға кіргізбейді, тіпті түсінсе де. Спокоен, станет он для тебя утешением. Нет пророческих видений, и разнуздан народ, но блажен, кто соблюдает закон. Словами раба не вразумить, хоть и поймет, да... Елемеске қалдырсын көрдің бе сөзге, жүйрік адамда ақымақтан да пайда көп, егер құлды балалықтан. От глупца и то больше проку. Если раба с детства баловать... Жақсылықпен еркелету ашушаң ашуды тудырады, жанжалды көбейтеді. Гневливый вызывает раздоры, вспыльчивый множит злодеяния. Зұлымдық өр көкірек қорланады, ал момын даңққа ие болады, ұрыға жолдас болғаның өзіне жауы естиді ұрыны қалай қарайтынын. Кто вору товарищ, тот сам себе враг. Слышит, как проклинают вора. Иә, үндеме адамдардың қорқынышы тор жаяды, бірақ мен жаратқан иеге сенемін. Сети, но уповающий на Господа не... Көптеген адамдар билеушінің ықыласына ұмтылады, бірақ адамға төреші жаратқан ие жиіркенішті. Но судья человеку Господь. Мерзок праведник. Әділ адам мен алдамшы жиіркенішті зұлымдарға, адал адам 30 бейін. Честный человек. Глава 30. Ағыр ұлы еке масатаның сөздері міне, бұл еркек ити элу мен ухаға жариялады әрине. Мен барлық адамдардан ақмақпын. Этот муж Итиэлу и Ухалу. Конечно, я тупее всех людей. Және менде адамдық ақыл жоқ, мен даналық пен қасиетті білімді үйренген жоқпын, қатыспаймын. Я мудрости и священному знанию не причастен. Кім аспанға көтеріліп түсті, кім уыстап, кім суды жамылғыға орады, кім жердің шегін белгіледі, оның аты кім? Кто завернул воду в накидку, кто установил пределы земли, как ему имя. Оның ұлының аты кімсіз? Әрине, Құдайдың барлық сөздерін білесіз, мінсіз, және таза ол өзіне жүгінгендер үшін қалқан емес. Божьи непорочны и чисты. Он щит для прибегающих к нему. Оның сөздеріне артық қоспа, әйтпесе ол сені үйретеді, және өтірікші болып шығасың. И окажешься лжецом.
О двух вещах прошу Сенен өтінемін, олардан бас тартпа. Мен тірі кезімде менен жалған сөзді алып таста. Маған кедейлікте, байлықта берме. Удали от меня. Не давай мне ни бедности, ни богатства. Нанның үлесін өлшеп берсең, тою арқылы арам болады. Чтобы, присытившись, я не отрекся, не сказал бы, а кто это Господь? Или, обнищав, не стал бы воровать, оскверняя имя Бога моего. Не клевещи на слугу перед его господином. Әйтпесе оның қарғысы саған тиеді. Әкелері мен шешелерін қарғайтындар да бар, бата бермейтіндер де бар, өздерін жақсы санайтындар да бар. Бывает, что мнят себя чисто. Таза, бірақ өз нәжісінен жуылмайтындар да бар, менменсініп жоғары қарайтындар да бар, тістері семсердей болатындар да бар. Надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы как мечи и және жақтары қасапшының пышағындай адамдар арасындағы кедейлер мен бейшараларды жалмау үшін бедных и обездоленных со свету сживать. Сүліктің екі қызы бар жеуге, бер, үш нәрсе ешқашан тойынпайды, және төртіншісі жеткілікті демейді. Шеол. Три вещи никогда не насытятся, и четвертая не скажет «хватит». Шеол бесплодная Бедеу құрсақ суға еш қанықпайтын жер, және ешқашанда жеткілікті демейтін ол. И огонь, что никогда не скажет «хватит». Егер көз әкесі мен шешесіне керек етіп қараса, және оларды еш нәрсеге тұрмайтындай санаса, қарға оның көзін шұқып алады, ал тазғара оны алқапта жеп қояды. Ворон в долине сожрет его стервятник. Маған үш нәрсе таңғалдырады, ал төртіншісін мен түсінбеймін. Аспандағы қыранның жолы, жартастағы жыланның жолы, теңіз ортасындағы кеменің жолы. Змеи на скале, пути корабля среди моря, пути мужчин. Еркектер қызға, ал шлюханың жолы тамақ ішу, оның ернін сүрту, және менде жаман ештеңе жоқ. Губы утрет и скажет: ничего я худого не сделала. Үш нәрседен жер дірілдейді, ал төртіншісі патша болған құлға шыдай алмайды, тойғанша жейтін ақымақ. Четвертый вынести не может. Раба, что стал царем, глупца, что досыта ест. Қожайынның орнын басып алған қызметшіге үйленген ұятсыз әйел төрт кішкентай, бірақ жер бетінде. Место госпожи. Есть на земле четверо малых. Олар ақылды құмырсқадан дана, халқы әлсіз және күшті. Олар азық-түлікті басынан бастап қорлайды. Кішкентай жануарлар, зираттар, адамдар күшті емес, бірақ баспана. Олар оны корольдікіндегі жартастардың арасына орналастырады, бірақ ол бір формацияда шығады. Кесіртке табандармен жабысады, бірақ бұл патшалықта да болады. Ящерица лапками цепляется, но бывает и в царских чертогах. Үшеуінің сарайларында сымбатты қалып, және төртіншісінде бек батырдай мықты адам аңдар арасында ешкімге жол бермейді. У льва, богатыря среди зверей, никому дороги не уступит. Қораздың көсемінде ешкіде, және әскер басындағы патшада егер сен ақымақтықпен самба келсең. Во главе войска. Если ты по глупости превознес сам себя, егер сен жамандық ойласаң, алақаныңмен аузыңды басып ал, өйткені сүтті шайқаудан май пайда болады, іш өтуді ұрудан қан пайда болады. От битья по носу кровь, а от биения... Ашуды ұрудан дұшпандық пайда болады. 31. Тарау Муэл патшаның сөздері Масаитов олармен. Глава 31. Слова Лемуэла, царя Масаитов, которыми его... Оны анасы үйретті жарайды. Балам, қосағымның ұлы менің. Ну что, сынок, что сын моей утробы, что сын моих обетов. Уәделерінің ұлы әйелдерге күшіңді берме, патшалардың күйреушісі, жолыңды берме, патшаларға елге шарап ішуге болмайды, және. Не царям, Лемуэл, не царям пить вино, и не знать... Білу, және өзіне брага іздеу ол ішіп заңдарды ұмытып кетеді, және жәбірленушілерді әділеттіліктен айырады қорып бара жатқанға брага беріңдер, және. Дайте браги тому, кто гибнет. Кімнің жаны ауырса, соған шарап өз кедейлігің туралы, өз бақсыздығың туралы есіне түсірмейді айта алмайтын адам үшін сөйле. Дәрменсіздердің құқықтары үшін, айт әділдікті қорғау үшін, жарлының құқығы үшін, және. Бақытсыз жақсы елді қалай табуға болады, ол кез келген асыл тастардан қымбат, оған күйеуінің жүрегі сенімді, онымен ол бұйрықсыз емес. С ней он без прибытка не останется. Қалады ол оған жамандық емес, жақсылық төлейді өз өмірі үшін, жүн үшін алына ма, сығыр ма оның қолы жұмысы дейді ол сияқты. За шерсть ли берется, за лен ли, ищут работы ее руки. Она как корабль. Сауда кемесі азық-түлік алыстан алады, әлі күн ол отбасын тамақтандыру үшін, және немен айналысу үшін тұрды. Еще ночь она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять службу. Қызметшілер даланы қарап, жүзімдікті егеді, еңбекпен ақша табады, күш-қуатпен. Ведет виноградник, трудом добыв средства.
Мощью Оның белін күш байлап тұр, қолында күші бар, сауданың жақсы жүріп жатқанын көреді. Түнде шамы сөнбейді, оның қолы созылады. И не гаснет в ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке. Иру станогына саусақтары ошықты жібермейді. Алақаны қайыш үшін ашық, қолы созылып тұр. Раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Бейшара қар жауса да, оның отбасы қорықпайды. Бүкіл отбасы қос матамен киінген, өзіне зығыр мен жүннен киім тігеді. И себе она мастерит наряды, в лен и шерсть багряный. Қызыл киім киген күйеуін қала қақпасынан таниды. Ол өз жерінің ақсақалдарының арасында отырады. Сидит он среди старейшин своей земли. Ол сату үшін көйлек тігеді. Саудагерлерге арналған белдіктер қанан күшпен қадір-қасиетке оранады және келе жатқан күнге қуанады. В силу и достоинство и радуется наступающему дню. Аузында оның ақылмандық сөзі үйрету, жақсы тілінде үйдегі жағдайды қадағалайды және бекер жемейді өзінің. Следит, как идут дела дома, и не напрасно ест свой хлеб. Нанын балалар тұрып мақтайды, оны күйеуі оған тоя алмайды, лайықты әйелдер көп болды, бірақ сен бәрінен асып түстің, сүйкімділік өтірік және. Много было достойных женщин, но ты превзошла их всех. Обаяние лживо и пусто. Бос сұлулық, бірақ мақтау тек Құдайдан қорқады. Оған қақпа алдындағы еңбегі үшін лайықтысын беру керек оның ісін. Воздайте же ей по заслугам, у ворот городских дела ее восхваляйте.